Қайырлы кеш, қалайсыз, Гүлжан ханым? Жақсы, жақсы. Так. жазып бәсе, неге жауап Менің Енді өзімнің танымай қалдым. телеграмым кіре алмай жатырмын да, дополнительный матч баскеттің телеграмынан кіріп жатыр. Менде ана жақта чат көбейіп кеткен ғой из-за этого. Шықпай тұр прям. Так, все, керемет, қалдарыңыз қалай? Міне сөйлеп жатқан біздің спонсорымыз ең алғашқы осы Қазақстанға келген Гүлжан Өтеуілі ханым. Танысыңыздар, сұрақтарыңызды қойыңыздар, өздері түсіндіреді, не істейді. Запись қылсаңыз, ұстамызды. Обязательно запись жасап қоя салу керек. Запись жасаған дұрыс. Жасадым. Аха. Хорошо, достар. Давайте, енді барлығымыз серіктеспіз қой, партнер болғандықтан сұрақтардан бастай берейік ақырындап. Кімде қандай сұрақ бар? Ал Сәуле ханым, көптен күткен адамыңыз мінекей осы 158-ші болып. Осы жобаға тіркеліп, осы жобаны алып келген Қазақстанға осы қызымыз мінекей, қазақтың қызы. Сұрағыңыз қоя беріңіз. Махаббат ханым, даусыңыз шықпай қалды ғой сіздің. Біреу звондап қалды ғой деймін. Сұрақтарыңыз болса қоя берсеңіздер болады. Саламатсыз. Гүлжан ханым, саламатсыз ба? Қош келдіңіз отамызға. Біз жақында қосылған партнеріміз осы Матик баскет жобасына. Сұрақ болғанда енді сұрақтарымыздың біразына жауап алдық. Жалпы бұл платформа, осы платформа жайлы айтып өтесіз ба бізге? Бұл қалай шықты, қалай өзі, болашақ қандай болады? Ертең әйтеуір жауып қалмай ма? Пирамида ма деген сұрақтар көп келіп жатыр қазір бізге де, мысалға. Енді біз өмір криптовалютамен жұмыс жасамағаннан кейін онша жайлап түсініп жатырмыз. Жалпы бұл қандай система, бұл бізге не береді? Біз ертең адамдарды шақырғанда бұл жерден ешқандай адамдардың алдында ұялып қалмаймыз ба? Жаңағыдай қазір өткенде тура осындай сияқты бір жоба болған екен. Тоже жабылып қалды дейді, криптовалюта дейді. Атқандай екен. Жанел деді ме, деп айтты. Д-дан келеді. Ұмытып қалдым, кеше айтқан еді. Тура осы система деп айтты да. Сонымен енді сондай атын айтсаңыздар, мен сіздерге оны сразу салыстырып айтып бере аламын, если не болса. Сәуле ханым даңдалай ба, дәнделай ма, сондай емес па? Жоқ, дәнделай емес. Тура осындай криптовалюта атын айтып еді, ұмытып қалдым, блин. Хорошо, давайте мен сіздерге. Қазір қысқа да нұсқаға айтып өтейін. Достар, енді қазір мен мына жерден. Так. Так. Саламатым, қалдарыңыз қалай? Қайырлы кеш. Так. Жарамайды. Мен сіздерге. Ассалаумалейкум. Біздің Гүлжан ханым келіп отыр екен. Гүлжан, қалайсыздар, аман-есенсіздер? Машалла. Қайырлы кеш, қалайсыздар? Так. Қазір мен мына жерден ақырындап сіздерге көрсететін затты ашып жатыр едім ғой. Трон Тандер деген бес па? Трон Тандер вообще қуып жатыр ол жақта. Мен ол жақта бұрыннан болғам, ол Трон Тандер деген сайттағы дүние ғой, достар. Мен айттым ғой, мен сол жақтан басында алгоритмді алғашқы танысқан нем сол Трон Тандерда болатын. Одан кейін мен уже осы именно нені жаңағы осы біздің нені сондай алгоритмді блокчейнда болса ғой деп армандағам деп. Вот соны қазір көріп жатырмыз. Так. Менің экраным көрінді ғой, иә? Көрінді. Хорошо. Так. Достар, мінекей, біз любой жерден біздің системаны вообще түсіну үшін біз біріншіден криптовалютаны қай жерден тексеретімізді түсінуіміз керек. Ол үшін біз мысалы да CoinMarketCap деп просто интернеттен жазамыз. Бұл әлемдік дүние жүзіндегі
жаңағы статистикалық сайт достар. Осы CoinMarketCap'тың ішінде бүкіл жаңағы нелер тұрады. Басқа бір телевизор кетті ғой. Бүкіл әлемдік криптовалюталар тұрады, және бүкіл криптовалюталардың ішінде осы қандай криптовалюта қандай орын алып қойған, қандай дәрежесі бар, қандай жаңағы статистика бойынша нелері қаншадан, бағалары қаншадан, олардың рейтингісі қаншадан, соның барлығын осы жерде көрсетіп береді достар. Сондықтан да соны ашамыз да, соның ішіне кіріп, осының ішінде осындай сайттың браузер арқылы кіретін болсаңыздар, осындай болып ашылады. Осы жерден просто любой токенді, мінекей қаншама токен бар, соның барлығы мына жерде көрініп тұр. Просто мынаны бүйтіп қарап отырсаңыздар, мінекей бірінші орында биткоин тұр деп көрсетіп тұр, екінші орында эфириум деп көрсетіп тұр. Одан соң мысалы біздің мінекей токендер кетіп жатыр. Осы топ 100-тің ішінде жүріп жатқан мына криптовалюталардың барлығы примерно қарап анықтауға болады. Но біздің криптовалютамыз қазір 29-да тұр. Почему бұлай? Бұрын мысалы вообще 7-ші орында тұратын. Бұл полдың бұл жерге түскен себебі 29-ға бұл жай ғана токеннің орны достар. Токен ол біздің полигоннан шығып тұр да. Ал самый важный біздегі дүние бұл біздің блокчейніміз, потому что біз өзіміздің табысымызда блокчейнда, осы полигон деген блокчейннің қатарында. Сондықтан біз қарайтын болсақ, іздейтін болсақ, мына жерде обязательно біз өзіміздің блокчейнді қарауымыз керек. Қазір мен мына жерде мынаны бүйтіп перевод жасап көрейін. И осы жерден біз всегда блокчейнді қарап, блокчейнді тексере аламыз достар. Қандай блокчейн бірінші орында, қандай блокчейн жаңағындай нешінші орында тұр, соның барлығын осы жерден қараймыз. Бүкіл криптовалюта категориялары деп тұр, мына жерде қарайтын болсақ та, қандай категория токендердің түрлерін көрдіңіздер ма? Қаншалықты көп. Біз айтамыз ғой, кейде ана бір криптовалюта жоқ болып кетіпті, мына криптовалюта вообще нөлге түсіп кетіпті, бір криптовалюта вообще ұшып бара жатыр деген сияқты. Мінекей мына жерде криптовалютаның категорияларының бәрі тұр. Қандай криптовалюталар бар, қандай блокчейндерге бекітілген криптовалюта бар, анау лайер 1, лайер 2 дегендердің барлығын қарайтын болсаңыздар, оның барлығы осы жерде тұрады, көрсеңіздер мінекей. Біз ана жолы MetaMask'тың токендерін алдық қой, линея деген, оның экосистемасы блокчейн линея деп аталады. Оның құрамына тоже қаншама токендер кіріп жатыр. Сондықтан да біздің мысалы осы платформада жұмыс жасап жатқан партнерлар, серіктестер, осының бәрін ақырындап үйреніп жатасыздар достар. Бұның барлығы біздерге керек дүние. Қазіргі современный өмірде сіздер осының барлығын ажыратып үйренулеріңіз керек. Осы жерде не болып жатыр, қалай болып жатыр, қандай дүниелер, қандай жаңалықтар болып жатыр деген сияқты. Өздеріңіз байқап жатсыздар, қазір мысалы 24-ші жылы да 21-ші ғасырда трендте болып жатқан, модада болып жатқан, немесе әлемге әйгілі болып жатқан дүниенің арасында осы криптовалюта саласы номер 1, бірінші орында тұр. Бұрынғыдай доллар емес, Америка емес, Қытай емес, жаңағы ойбай Қытайда бірдеме шықты, ойбай Америкада өйтіпті, бүйтіпті. Соғыста емес достар, бірінші орындағы жаңалықтардың ішінде ең көп тарайтындары осы криптовалюта, криптоиндустрия саласы. Осы криптоиндустрия саласының арқасында қарапайым халықтың өзі миллионер болып шығуына болады. Егер әрине сіздер осыны ақырында біліп үйренетін болсаңыздар. Енді біздің блокчейнді қарайтын болсақ, мысалы жай ғана просто ашып, полигон деп мысалы просто жазатын болсаңыздар интернетте да, бүкіл ақпарат шығады. Полигон деп ашып, мына жерде мысалы да, и осы жерден біз мысалы, давайте орысша сұрақ қояйын мына жерге. Просто осылай интернеттен қарайсыздар да, осының барлығын бетіп қарайтын болсақ, мына жерден мысалы интернеттің бәрінде ақпараттардың барлығы шығады. Бұл жердің ішінде неді, что такое полигон, ол дегенімізде, мінекей мынаны көрдіңіздер ма? Полигон бұл жаңағы эфириумның аналогы ретінде шыққан дүние достар. Сол жайлы ақпараттардың барлығы тұр, мінекей разработчиктері кім, бұларға қосылған командалары кім, олардың ішінде ана Индиядан индустардың командалары бар, адын айтады ғой, разработчики, программисты деп айтайын дедім, разработчики. Осының барлығын любой адам осылай интернеттен қарасаңыздар түсінесіздер достар. Бұрын Matic Network деп аталған, қазір полигон болып, после обновления осылай аталып жатыр. Мұның барлығын не үшін көрсетіп жатырмын? Жаңағы біздің Сәуле ханым сұрап жатыр, бұл қаншалықты ұзақ жұмыс жасайтын дүние, қаншалықты бұған сенуге болады деп. Оның сену үшін достар, біз біріншіден қандай блокчейнде тұрмыз, соны қарауымыз керек. Қандай біз жаңағы токенді криптовалютаны табыс қып тауып жатырмыз. Мына жерден қарайтын болсақ, мысалы,
давайте мына жаңағы полды ашайын. Мына жерден полигон деген пол деген токенді ашатын болсақ, достар, мына жерден біз қазір көреміз. Қаншалықты объем, қандай мынау, көрдіңіздер ма? Binance, Bybit дейді. Hype деген, ол зеленый деген не? Бұл дегеніміз өте қолданымда жаңағындай ауыстырылып жатқан нелері. Тез сұраныс көп деген сөз. Осының бәрін қарайтын мінекей мына жерде 40 бетке шейін мына жерде нелер бар. Қаншама криптовалютный жаңағы биржалардың барлығы мына жерде көрініп тұр, байқайтын болсаңыздар мінекей. Осының бәрін ашып қарайтын болсаңыздар, мұның барлығы өстіп сіздер зерттеп аласыздар любой токенді. Қазір мысалы сіздерге любой бір системадан бір жаңағы жабылып қалды деген система болсын, анау платин койнды мен көбінесе мысал ретінде көрсетемін, потому что оның қаншақты мына жерде болғанмен оның сатылып жатқан биржалары болған жоқ. Ол бір. Екіншіден, сатылып жатқан биржаның ішінде аты шулы әлемдік биржаларды сіздер тоже интернеттен қарайсыздар, достар. Например, сіздер айтасыздар мына жерге, да, самые топовые биржи деп, мысалы, просто мен енді орысша жазып көбінесе не қыламын, қазақшада жазсаңыздар болады, но орысшада мысалы көп ақпараттар шығады. Рейтинг, криптобиржаның рейтингтары шығады мына жерден. Мінекей, рейтингтарын қарайтын болса, мына жерден, достар, біз мінекей рейтингтардың ішінде мінекей Binance, потом Coinbase деп тұр, содан соң Kraken деп тұр. США-да қолданылатын криптобиржалар, бұлар объемына байланысты топ 10-ға, топ 50-ге кіретін биржалардың ішінде осы көрсететін. 4-ші орында OKX тұр дейді. 5-ші орында Bybit тұр мінекей. 6-ші орында KuCoin деген биржалар тұр. Бұлар ана Европа шетелдіктер қолданылатын көбінесе мінекей. Bitfinex деген биржалар тұр. Осының барлығын өстіп шұқылап қарауларыңыз керек. И сіздер мына жерде қарайтын болсаңыздар, CoinMarketCap'тың ішінде қай биржада сатылып жатқанын, қалай болып жатқанын, соның бәрін көре аласыздар. Мінекей, мына жердегі мысалы биржалардың ішінде мінекей 392 бет бар дейді, мынаны қарайтын болсаңыздар. Көрдіңіздер ғой? Соның барлығын, если мен мына жерде 10 емес, мысалы 100 деп қояйыншы, мінекей. Өстіп 100-ге шейін ашып алсаңдар, мінекей, көрдіңіздер ма? Бүкіл әлемдік биржаларда бар, бүкіл барлығында практически зеленыймен жазылып тұр. Оның барлығы не деген сөз? Сұраныстары көп, кәдімгідей қолдануға ие токен. Біздің тауып жатқан табысымыз, біздің тауып жатқан криптовалютамыз. Вот сондықтан да бұл токен эфириумның аналогы ғой. Именно эфириумды шығарған Виталий Бутериннің бастамасымен осы команданы өзіне қосып, өздері содан обновление жасап, оны улучшать етіп, әлемге бергендігінің себебінен бұл криптовалюта әлемде сұранысы көп. Вот сондықтан да бұл криптовалюта оңай рыноктан бұлай жоқ болып кете алмайды, потому что бұның экосистемасында бүкіл әлемдік корпорация бар. Жаңағы Alibaba, жаңағы Amazon, Coca-Cola, Nike, Adidas, бүкіл барлықтары осы полигон деген блокчейнмен қолданады. Сондықтан да бұның фундаментінде, достар, үлкен корпорациялар орын алған экосистемасының ішінде, үлкен инвесторлар инвестиция жасаған. Осы неге, осы токенға. Сонымен қатар бұл блокчейнді қолданып отырған номер 1 тұрған блокчейннің ішінде бізде номер ең бірінші жаңағы эфириум деген криптовалютаның блокчейні. Оның основателі Виталий Бутерин, достар. Осыны кішкене естеріңізде сақтаңыздар. Виталий Бутерин эфириум мен біздің полигон блокчейніміз практически екеуі бір команда. Эфириумның бағасы қымбат, транзакциясы ақырын, жаңа комиссиясы көп болғандықтан, өзінің аналогы ретінде мынандай арзан, бірақ при этом улучшенный вариант, мынандай инновационный, жаңадан жаңағы қазіргі замандағы, қазіргі кезеңдегі, мысалы, эфириум 2014-те запуск болды. Соның бұрынғы минустарын жауып, жаңашаландырып шығарылған дүние ол полигон, достар. Из-за этого бұл рыноктан кетпейді. Сондықтан да айтамыз, 1000 жыл блокчейн жұмыс жасайды ма? Значит, 1000 жыл жұмыс жасалынады бұл токенмен. Значит, интернет болады ма 1000 жыл? Значит, блокчейн де 1000 жыл болады деп эксперттер айтады. Сондықтан да бұл 1000 жылдық спокойно жұмыс жасайтын дүние. Екіншіден, достар, сіздер жаңа жабылып қалды деп айтып жатсыздар. Ол жабылып қалған дүниелерді просто бітіп қарайтын болса, так, мен мына жерден қазір көрейін. Так. Если мен сызылатын болсам, так. Жоқ, бағашламайым деді ғой.
Так. Қазіргі таңда достар криптовалюта деген сфераны біз үйренеміз. Матик баскетке келген соң не себептен бұл система бізде өлмейтін, өшпейтін деп айтатын себебіміз осы именно блокчейнге байланысты. Блокчейнде запуск болған дүние достар, ол ешқандай жаңағы біздің адамның басқаруымен жұмыс жасалынбайды. Осыны түсініп алсаңыздар тоже жақсы болады. Себебі біздегі жаңағы мына жерде PowerPoint деген документін жоғалтып алып отырмын, қайда кетіп қалған. Мысалы біз мынаны қарайтын болсақ, бүгінгі таңда достар кәдімгідей әлемде уже криптовалютасыз өмір сүру мүмкін емес. Ана жолы мен Россияның президенті Путиннің видеосын жібердім. Ол Путиннің видеосында Путиннің өзі айтып отыр ғой, биткоинді ешкім өшіремайды. Президент айтып отыр. Россияның бүкіл қарасаңыздар үлкен әлемдегі сонда үлкен гигант елдердің қатарында ғой Россия. Мысалы әлемдегі үлкен елдердің қатарында Россия, Америка, Қытай, Европада соларға бүйтіп үлкен қарайтын болсақ, мысалы санасатын әлемдегі сондай нелер осы елдер достар. Сондықтан да дамыған елдер жаңағындай үлкен жаңағындай мынандай не жағынан влияниясы бар елдердің қатарында осы Россия. Сол Россияның президенті не себептен биткоинді айтып отыр? Себебі олар бүкіл әлем қолдан келгенше жаңағындай өздері басқаратын дүниені жақсы көреді. Мысалы Америкада золотой запас, бүкіл әлемдік золотой запас жинап алған дейді. Соның арқасында доллар өте жақсы құнын ұстап тұрды. Бірақ бүгінгі таңда биткоин әлемге келгендіктен уже все. Уже ол бұрынғыдай әсер ете алмайды екен. Бұрынғыдай жаңағы мүмкіндік жоқ. Ол доллардың өзі де құны кетіп жатыр. Ана микрофонды өшіріп жіберсеңіздер, достар, кімнің микрофоны ойнап тұрған. Сондықтан да достар бүгінгі таңда қарайтын болсақ, мына жерде мен не ашылмай жатыр, қазір көрейінші телефонын көрсем. Так. Так, мен естіліп тұрмын ғой, да? Иә, естіліп жатсыз. Так, енді естілді ма? Естіліп тұр, иә. Все, Жақсы естіліп тұр. Хорошо, рахмет. Қазір мана телефонымды енді қосайын. Мана телефонымды өшіп қалып кішкене үлгіремей жатырмын. Так. Енді мына жерден тағы бір қазір CoinMarketCap'тың приложениесінде спокойно мына жерден мен қазір сіздерге нені көрсете қоямын блокчейнді. Мінекей, мына жерде көрдіңіздер ма? Блокчейны деп тұр орысшалап как раз сіздерге. Мінекей, полигон деген 7-ші орында тұр. Көрдіңіздер ғой? Бұл бүкіл әлемнің қатарындағы 7-ші орында тұрған полигон. Полигон деген блокчейннің қатарында. Номер 1-ші блокчейн эфириум. Не себептен, достар? Оның себебі именно эфириум осы біздегі әлемдегі қазір номер 1-ші болып тұрған криптовалюта биткоиннің көтеруіне әсер еткен именно эфириум, достар. Потому что эфириумды әлемге алып келген жаңа Виталий Бутерин деген жігіт қой, өзі вундеркинд мынандай. Түрінің несін қарасаңыздар, өте мынандай қарапайым жаңағыдай жіңішке, сондай арық, сондай не жігіт. На самом деле ол Россиядан кезінде Канадаға көшіп кеткен, сондай вундеркинд мынандай басы бір ерекше істейтін мынандай бір Алла тағаланың құдіретімен сондай берілген сондай жігіт жап-жаста. Сол эфириум деген блокчейнді шығарып, сразу әлемге именно блокчейн технологиясының пайдалы екенін көрсетті. Вот соның арқасында, блокчейннің арқасында, осы именно эфириумның арқасында бүкіл криптовалюта уже әлемге орнықты. Сосын енді біздің блокчейнді қарайтын болсақ, полигонды да, бұл полигонның өзі 7-ші орында тұр. Биткоинді қарайтын болсаңыздар, 13-ші орында тұр, достар. Себебі биткоин ол токен ретінде, криптовалюта ретінде, ол криптовалютаның атасы ретінде қалады. Мысалы, ана картина бар ғой, Мона Лиза деген, мысалы, атақты художниктердің да, олар қымбат тұрады. Не себептен қымбат тұрады, достар? Себебі ол жаңағы бірақтал, әлем бойынша бірақтал. Сонымен қатар, оның құны, мысалы, жылдап қымбаттап жатыр, қайта-қайта.
Қымбаттап жатқан себебі оның кәдімгідей әлемде бір ғана данасы бар да, басқа оның копиялары уже не ценится. Тура сол сияқты мына биткоин деген токен, криптовалютамыз, ол әлемдегі криптовалютаның атасы, оның саны ограниченный, 21 миллион ғана шығады деді ғой деп. И оның то қарасаңыздар, оның добычасы жыл сайын қиындап жатыр. Әрбір 4 жылда жаңағы осы биткоинді добывать ететін майнерларды қарайтын болсаңыздар, оның жыл сайын оны добывать етіп блокчейннің ішіне шығаруы бүкіл жаңағы биткоиннің санында қиындап жатады да, из-за этого оның құны қымбаттай бастайды. Потому что алмазды мысалы добывать ету, алмаз әр жерде шашылып жатса, оның да құны болмайтын еді ғой, бриллианттың мысалы да. Сондықтан да алмаз әрбір жерде бір таулардың қыртыстарының астында жаңағыдай бір қатпар болып, бір өзінше бір ерекше бір природалық табиғи жағдайлардың арқасында пайда болады. Ол өте редко кездесетін болғандықтан оның құны қымбат. То же самое алтын, достар. Сондықтан да мынандай аз кездесетін, саны аз заттың барлығы біздің өмірде сондай қымбат болады. Вот, сондықтан мына биткоиннің саны ограниченный болғандықтан, оны доллар сияқты печатать ете бермейді бесконечно. Сондықтан да оның құны мысалы ай сайын, күн сайын қымбаттап бара жатыр. Өздеріңіз байқап жатсыздар, 100 мыңнан жоғары болып асып, уже одан ары қазір 500 мың доллар миллионға барады деген, соған кетіп бара жатырмыз қазір. Сонымен қатар оның биткоиннан басқа токендардың барлығы альткоин деп аталады, достар. Альткоин дегеніміз мінекей эфириумнан бастап былай қарай. Мына жерде қарайтын болсаңыздар, өте көп токендер бар, достар, мына жерде. 28 мыңнан аса уже, биыл, наверное, уже 30 мыңға жуық шығар уже. Криптовалюта шыққан уже. Мына жерде бізде көрсетіліп тұрған, мына жерде мысалы тек қана 50 мың, 100 ба сондай ғана көрініп тұр да. Былай қарайтын болсаңыздар, мен блокчейнді ашып қойдым ғой. Мына жерде бүйтіп қарайтын болсаңыздар, 28 мыңнан аса криптовалюта болатын болса, біздің өзіміз соның ішінен қандай криптовалютаны вообще бізге өмірімізге қолдануға болады, соны түсінуіміз керек. Жаңағында жабылып қалып жатқан компаниялардағы токендардың барлығы олар өтірік. Оларды мына жерге ілдіріп қою мүмкін, бір 5 мыңыншы орын, 3 мыңыншы орында тұрады мінекей. Мына токендердің арасында мына 20 деп мінекей көрініп отыр, 34, 35 деп. Сол рейтинг бойынша олардың рейтингісінің саны 2 мың, даже 2 мың емес, даже 3 мың, 5 мың сол жақта, төмен жақта тұрады, ең төменіндеші. Бір жерге ілініп тұрады әйтеуір. Бірақ соны көрсетеді, олар білмейтін халыққа айтады, мінекей біздің токен осында тұр, бұл да жаңа рейтингке ілініп тұр деген сияқты әңгімелер айтады. На самом деле, өкінішке орай, оның ешқайсысы да ертең жарыққа шығып, мынандай жақсы нәтижеге шықпайды. Мына біздің полигон, жаңағындай эфириум, биткоин деген сияқты токендер сияқты бола алмайды. Себебі, достар, оның себебі олар фундаментальный токенге жатпайды. Фундаментальный токендер болады. Фундаментальный токен дегеніміз, оның ішінде мультимиллионерлер, инвесторлар инвестиция жасаған токендер. Естеріңізде болсын. Егер сіз өзіңізге берілген бір токенді қарап, соны зерттейтін болсаңыздар, сіз табасыз. Мысалы, полигонды интернеттен ашыңыздар да қараңыздар. Кто инвестировал вот на раннем этапе, например, ерте кезінде полигонға кім инвестиция жасады? Ол қалай шықты? Оның тарихы деп бүйтіп қарайтын болсаңыздар, сол жерден шығады. Мінекей мынандай инвесторлар ақша салған, мұнша миллион ақша құйылған деп көрдіңіздер ме? Олар халықтан, қарапайым халықтан 100 долларлап, 5 долларлап, 10 долларлап, 5 мың доллар, 10 мың долларлап ақша жинамайды. Настоящий фундаментальный токендер, достар. Олар обязательно мультимиллионер инвесторларды привлекать етеді, как стартап ретінде. Мұны мен постоянно айтып жүремін, но тағы да қайталап өтейін. Стартап дегеніміз жаңа бизнестің басталуы. Бұлар кәдімгідей серьезный бизнес направление ретінде, кәдімгідей жаңадан басталып жатқан, жаңадан қадамды бастап жатқан бизнес ретінде үлкен-үлкен инвесторларға барып ақша сұрайды, инвестиция сұрайды. Сол инвестицияны сұраған кезде олардың юристері уже бізден бұрын тексеріп қойған, достар, оны. Тексеріп уже ақша салып, ақшасын құйып қойған. Сондықтан да бұл полигонды біз мынандай жаңағы тексеріп қараудың да даже мен өзім үшін қарап историясын, тарихтарын оқыдым. Бірақ сіздерге қызық болса қараңыздар. Но на самом деле бұл жердегі криптовалюта фундаментіне уже үлкен миллиондаған долларлаған, жаңағы 100 миллиондаған долларлап кәдімгідей уже инвестиция құйылып кеткен. Из-за этого бұл криптовалютаның тағы да бір керемет мүмкіндігі, басқа кейбір криптовалюталар сияқты разлог деген дүниелер болады, достар. Криптовалюта мысалы жаңадан шығып жатса, жаңадан шығып жатқан криптовалютаның
басында бір часті ғана беріледі, мысалы 10%, 20% ғана рынокқа шығады. Одан соң әрбір бір жарты жылда ма, әрбір бір жылда ма бүйтіп токендары қайтадан ашылып отырады да, разлог деп атады оны. Олар блокта тұрады көбісі да. Соны кейбіреулерін разработчиктерге, кейбіреулерін жаңадан қосылған адамдарға ноткоин деп шықты ғой. Мен кезінде осы ноткоиннің ойыны басталған кезде чаттарға жіберген, бірақ просто оны настоять етіп айтқам жоқ, но айттым, осындай ноткоин деген Павел Дурктың играсы шықты, ойыны шықты, қолданып алыңыздар, если хотите, сондай airdrop аласыздар деп. Оны кім ойнады? Кішкене airdropтарды мен де алдым, сондай қылып алуға болатын еді. Бірақ содан соң уже неше түрлі қазір сол сияқты ойындар көбейіп кетті да. Олар бірақ басын бастаған осы Павел Дуров, тағы да сол кісінің командалары болды. Сол сияқты airdrop ретінде осындай атсалысқан адамдарға сондай токендер таратылады. Бірақ көбінесе халық оны түсінбейтін болғандықтан бізде не істейді? Сетевой токендер келеді да, халықтарға өтіртеді сетевой арқылы. Сен дейді мына токенді алдым. Мысалы платин коиндағы токендар, ойбай, 100 мыңнан да 20 мыңнан сатылған деді ма, бірдеме деді, мен ужас. Мен айтам ғой, вообще оны, видите, халықтың білімсіздігі болғандықтан, білім болмағандықтан барғанда сондай ақшаға жаңағы 130 мың дегенге барып құя салған ғой. Олар білген жоқ, что әлемде номер бірінші криптовалюта ол биткоин. И ол биткоиннің бағасы до сих пор, мысалы, максимум сол кезде $65 мың болды. Сонда ол $65 мың 2 есе аттап, бана өзінің токен бағасын көтеріп жатыр да, жақтағы сайтта, жай әшейін сайтта тұрған дүниені адамдардың көзіне ана цифрды жазып қойған ғой. Вот, сондықтан да ана адамдардың мынандай несі болады, мына жадность деп мына жерде көрдіңіздер ма? Страх и жадность деп мына жерде көрініп тұр. Қазір мен сіздерге көрсетейінші, мына жерде. Қарасаңыздар, мына даже статистика болып тұрған жердің өзінде сіздерге мұнда көрсетіп тұр, достар. Если байқайтын болсаңыздар, мына жердің өзінде сіздерге страх и жадность деп көрдіңіздер ма мынаны? Так, тұрыңыз, мына көрінбей қалды. Мынаны көрейік. Мынаны көрдіңіздер ма? Мынау кішкентай ғой, что-то. Так. Мінеки, страх и жадность деп тұр, көрдіңіздер ма мынау? Міне, страх и жадность. Прямо мынандай неше түрлі цветпен бөліп қойған ғой. Страх и жадностьтың пайызы қазір дейді 76 дейді. Анау қорқып сатып атқан адамдар, қорыққаннан анау алып жатқан адамдар, сондайлардың барлығын мыналар зерттеп уже статистика жасап қойған ғой рынокқа қарап. Көрдіңіздер ма? Ақшаға келген кезде біздің халықтың арасында осындай страх и жадность деген дүние бар. Осы эмоцияларға берілгендіктен, слишком жадный болып кеткендіктен, немесе слишком қорыққандықтан адамдар или өзін тоқтатады, или барады да ақшаны аямай салып жібереді, кредитке кіріп. Ол жадностьқа жатады, достар. Вот сондықтан да осындай криптовалюта, мына инвестиция, қаржылық сауаттылық жағында жүретін болсаңыздар, осыларды ақырындап түсініп бастайсыздар. Ақша деген дүние всегда, достар, біздің эмоцияға бағынатын дүние емес. Ақша деген дүние четкий, трезвый, басқа кәдімгідей математикаға бағынатын дүние. Из-за этого ақшаға келген кезде осындай нюанстарды түсініңіздер, үйреніңіздер. Мұның барлығын осы біздің Matic Basket платформасы чистой математикадан тұрады. Сондықтан да бұны жабылып қалады деп айта алмаймыз. Себебі жабылып қалмайтын себеп бұл жерде адам басқармайды, человеческий фактор вообще жоқ бізде. И сонымен қатар, достар, мына жерде біздің мына жерде біздің достар платформамыз блокчейнде, нағыз әлемдік блокчейнде орналасқан. Оның основателі Иршатхан болғанымен, ол кісі бізге осы алгоритмді дайындап, программаға блокчейнге орнатып берді. Ары қарай оның бізге ешқандай мынандай өшіріп тастау, немесе біздің кабинетке кіріп ақшаны ұрлау, немесе ақшаны алу, немесе ақша бір жаққа ұшып кету деген дүние болмайды. Себебі біздің блокчейн деген система бұл өзгермейтін, өзгертуге болмайтын, өзгерілмейтін, ешқандай ішіне бір рет программа салынды ма, сол программа солай кете беретін дүние. Пока блокчейн бар, пока интернет бар, бұл жұмыс жасай береді. Мысалы, интернет, если 1000 жыл болатын болса, блокчейнде 1000 жыл болады деп уже эксперттер айтып жатыр. Сондықтан да бұл жерде біздің мысалы, біздің системаға байланысты, алгоритмге байланысты қорқатын ешқандай мәселе жоқ. Енді достар, қазір сіздерге мен нені айтып көрсетсем. Кеш жарық, сіздің сөзіңізді бөлейінші. Иә, айта беріңіз. Бір сұрақ болып тұр.
осы матик баскет жобасынан келмей тұрып, мен Такорп деген, Такорпты ескенсіз, сол сұрағым Такорп жайлы. Естігем. Ескен болсаң, сол Такорпта енді мен 3 ай бұрын сояққа кірдім. Енді бір мықты бір лидер шақырды мені де сол жерге. Сөйтіп кіріп, көріңізші дегеннен кейін көрінші деп кірдім. Енді ол жерде жаңағыдай $100, $200, $300 солай кіріп орын алады да ол жерде де. Сөйтіп жаңағы реклама арқылы табыс тауып отырады да. Енді білетін шығарсыз Такорпта былай. Естігем, иә. Естігенсіз. Сөйтіп 6 ай жұмыс жасаған екен ол негізі. Бұл да сіз айтып отырған бір ойынның бір түрі ғой, сол жаңа Такорп. Иә? Сіздердің ошибкаңызды айтайын ба? Маған мысалы Такорпты да жіберді, менің серіктестерім Гүлжан ханым қарап беріңізші деп, біздің матик баскетте болған адамдар. Сосын АИФ деген программаны да жіберді. Маған талай сондай программалар кейде серіктестер жіберіп тексеріп беріңізші деп айтады. Сіздердің ошибкаларыңыз. Мен өзім почти 20 жыл 4 клиникамен 4 салон красотыйды басқарған адаммын. Соның өзім руководителі бол, ол семейный бизнес болды біздің. И сол жерде мен реклама жасаған кезде, енді тыңдаңыздар мұқият достар. Сіздерге айтты ғой, сіздер рекламаға дейді, сіздердің ақшаларыңыз құйылады. Сол рекламаны қараған адамдардан, сол рекламадан ақша түсіп жатса, жаңағы басқа жаңағы адамдар сол рекламаға біреу кіріп жатса, сіз сол реклама арқылы ақша аласыздар деп айтты. Бұл жерде мәселе былай ғой, өздеріңіз ойлаңыздар енді, қараңыздар. Сіз, мысалы, мен өзім жаңағы клиниканың бастығымын. Мен таргет жіберіп жатырмын, мысалы да, YouTube-ға реклама жіберіп жатырмын, мысалы. Стоматологиям жайлы, өзім жайлы. Менің договорым чисто без посредников или YouTube-пен, или Facebook-пен болады. Солармен ғана болады, и менің арама, мен өзіме қажет ақшамды мен өзім төлеймін. Организация өзі төлейді, достар. Facebookқа да менің ақшам напрямую жетеді. Оның арасына сіздердің ақшаларыңызды киліктіріп, оның қажеті қанша? Вообще ондайға қажет емес ол бұл системаға, реклама деген системаға. Сондықтан да мен естеріңізге айтса, просто сақтаңыздар. Организация реклама жасайтын болса, ол напрямую сол реклама жасайтын площадкаға ақшаны төлейді, достар. И ол жерге никакой халықтың ақшасы араласпайды. Бұл жерде сіздерді просто әдемі сказкамен сіздердің ақшаларыңызды алу үшін солай жасады. Маған когда соны айтқан кезінде, помните, iMarketing деген болды. Солар қазір қайтадан сбор жасап жатыр. Бірдеме деп. Сондықтан да одан да алыс жүріңіздер. Оның барлығы өтірік дүние. Ешкім сіздердің ақшаларыңызды оборотқа салмайды. Facebookқа да, YouTubeқа да, басқаға да халықтың ақшасының қажеті жоқ. Олар өздерінің услугасын, площадканы береді реклама жасайтын, өздеріне ақшаны напрямую организациядан алады, жаңағы клиникадан, салоннан, біз даже мен матик баскеттен реклама жасайтын болсам, болды. Оған бөтен ақша вообще керек емес киліктіріп. Посредник керек емес, достар. Из-за этого бұл жерде сіздердің просто білім болмағандығы. Көрдіңіздер ме? Қарапайым халықты әдемі сказкамен, әдемі легендамен басынан сипап отырып, сен бүйтесің, сен мына кнопканы басып отыр, сен мынаны өйтіп отыр, мынаны ойнап отыр дейді, ең соңында ақшаларын жинап алып, ана халық қалай ақшасы қалған білмей жатады. Сондықтан да кішкене білімге ұмтылғанымыз жөн болады. Ақшаға келген кезде никогда сказкаға сенбеуіміз керек, достар. Ол рекламаны не істейді ол? Facebookқа сіздің ақшаңыздың қажеті қанша, оған напрямую организация төлеп жатыр ғой. YouTube-қа қажеті қанша, былай қарасаңыздар. Көрдіңіздер ма? Сондықтан ол жерде сіздердің математикаңызда дұрыс емес болған, ойлау қабілеттеріңізде білім жетіспеген, достар, тәжірибе жетіспеген. И оны айтатын адам да болмаған ғой, былай қарасаңыздар. Матик баскетте мен қолдан келгенше осы қарапайым тілмен халыққа осы неше түрлі пирамиданың ішін шағып, математикасын ашып, мынау сондықтан жабылды деп айтып көрсетіп отырамын. Себебі неліктен? Себебі ол маркетингтің, любой маркетингті маған берсеңіздер, мен математикасын санап бере алам. Мынау проект примерно мынша уақытта жабылады деп. Почему? Потому что маған Такорпты жіберген кезде мен айтқам, жарты жыл күттіңіздер деп бостан бір қанша, сол жабылатынның алдында, сөйтсе ана кісі кейін маған шығып айтып жатыр ғой, мен сізге жіберген соң 3 айдан соң жабылып қалды депші. Сол сияқты талай ана жолы бір кісі, ана Германиядан тоже менің вебинарыма қатысқан кісі екен, келіп айтып жатыр,
маған басында қоймай қойған. Бізде сондай инвестиционный проект бар, өте керемет. Ол жерде анау да мынау, енді легендасы керемет. Любой айтылып жатқан әдемі әңгімені, достар, легенда деп қараңыздар. Просто ана бүйтіп аңқиып сене берген болмайды. Потому что аңқиып сене беру ақшаға никогда сізге ақша қоспайды ақшаңызға. Аңқиып сенуге болмайды. Мына матик баскетте чисто математика. Мен сіздерге айтамын ғой, мысалы, да, всегда қараңыздар дейді. Цифрға қараңыздар биздегі обязательно. Так, мына жердегі түсінбей қалды, менің экраным қайда кетіп қалды. Трансляция экрана, цифрларға қараймыз, достар, обязательно, потому что именно осы цифрлар біздің жаңағы бізге кәдімгідей нені қарауға мүмкіндік береді. Именно осы цифрдың арқасында біз максимально өзімізді қорғай аламыз. Біздегі цифрларды қарайтын болсақ, жаңағы енді мынау полигон жайлы айтып өттім, блокчейн жайлы. Не себептен бізде системамыз ұзақ уақыт жұмыс жасайды? Себебі біздің запуск болған блокчейннің өзі децентрализованный. Мысалы, кейбір проекттер бар. BNB Smart Chain мен шығып жатады. Кейбір проекттер бар, жаңағы неше түрлі. Мысалы, қарасаңыздар, жаңағы тон деген криптовалюта, Telegram криптовалютасымен шығып жатады. Олардың барлығы централизованный, достар. Естеріңізде болсын. Біріншіден, қанша блокчейн болғанымен, BNB деген криптовалютаның өзі, блокчейннің өзі, ол Binance-қа жатады. Binance ол централизованный биржа. Ол децентрализованныйға жатпайды. Естеріңізде сақтаңыздар. Из-за этого сондай токендардың разницасын білетін болсаңыздар, мен сіздерге жаңа айттым, ол категориялар болады криптовалюталардың. Бір күні мен сабақты Гүлжан ханым, қазір сіз айтқан тон дедіңіз ба? Иә, Телеграмның токені ол. Ол да централизованный. Централизованный. А біздің осы матик баскет не децентрализованный? Ол деген не, да? Не? Иә, не централизованный, децентрализованный деп аталады бұл. Децентрализованный деген ол бір жүйеге, бір орталыққа бағынбайды. Потому что мен де сол Телеграмда айттым ғой сіздерге, содан сразу мен зерттейін көрейін дегенде Телеграм чатқа кірдім да, бір проектіге кіріп қалдым. Енді ол жерде 1,5 мың адам отырды. И жаңағындай такор сияқты неше түрлі проекттерді ашып тастаған. Мысалы, бүгін ашылса, 2 апта жұмыс жасайды да, 2 аптадан кейін жабылып қалады. Иә. Хайперлердің чаты ғой, значит. И олар жаңағыдай кәдімгідей биржадан ақша шешіп жатыр, долларларында. И жаңағы сіз айттыңыз ғой, мен балам айтып қалды, трон дегенден шешіңіз деді, если шешетін болсаңыз деді. Ол трон деген не ол десем, ол да биржа деді да. Тронның несіні қалай көреміз деген едім, енді доверенный, уверенный, чтобы это не ақша шығуы десем, сіз айтқандай жасыл жанып тұрады, солардың бәрі уже не дейді да, уверенно ала берсеңіз болады. Жоқ, тронның өзінде қараңыздар. Трон тоже криптовалюта, но даже трон болсын, даже пусть эфириум болсын, даже басқа децентрализованный болса да, біздің ең бірінші қарайтынымыз мына математика, достар. Именно математика. Мына жерде бізде математиканы көрсетіп отырмыз ғой мынандайға. Именно осы математиканы санайсыздар. Математиканың ішіне не кіреді? Математиканың ішіне сіздің салған ақшаңыз қайда кетіп жатыр деген дүние кіреді, достар. Обязательно. Сіздің салған ақшаңыз түсінікті. Сіздерде мысалы примерно криптовалютамен, нормально криптовалютамен мысалы бірдеме болып жатыр дедік, иә, какой-нибудь проект. Но при этом біз всегда қарауымыз керек. Менің мына қосылайын деп жатқан проектім мысалы, да, қандай жерде мысалы 100% менің ақшам, салынған ақшам мысалы, хоть ол $15 болсын, $1 болсын, хоть 0,1 цент болсын, разница жоқ, оны 100% деп аламыз, иә. Осы ақшаның қанша бөлігі компанияға кетеді? Осыны қарауымыз керек. Бізде компанияға ештеме кетпейді, достар. Ештеме бір тиында кетпейді вообще. Компания деген жерге ештеме кетпейді. Бізге не кетеді? Бізде, достар, мінекей, 30% біздің салған ақшамыздан 30 адамға 1% бөлінеді. 30 адамға бөлінеді. Сізге қалай 30 адам системадан келеді ғой, тура сол сияқты сізден бұрын тіркелген адамға бекітіліп жабысып қаласыздар блокчейннің арқасында. Компания бірде-бір тиын алмайды. Одан соң 60% деңгей бойынша. 60%. Деңгей бойынша барады да 20-шы деңгейге дейін
бүйтіп бөлініп кетеді. Тоже сіз бір адамдарға бекітілесіз, өзіңіздің спонсорларынан сіз келдіңіз ба, блокчейн сол алгоритм солай программаны жасап қойған, бекітіліп қалдыңыз, сол адамдармен постоянно қаласыз, пока осы системада барсыз. Ол блокчейн осы интернет істеп тұрғанда 1000 жыл ма, значит 1000 жыл қалады деген сөз. И 10% ғана бізде достар спонсорға кетеді. 30 плюс 60 плюс 10 қанша болады? 100% ақша. Бірде-бір тиыны компанияға кетпейді. Естеріңізде болсын. Ал енді басқа системалардан көрейік. Басқа системаларда не болып жатыр? Басқа системаларда любой сетевой компанияны алсаңыздар да 100% ақшаның хайптарға, достар, хайп пирамидаларға 100% түседі. И олар сол жерден уже ойына келген жасайды. Бұл ақшадан қанша пайызын сіздерге береді, ол еще под вопросым, да? Бергісі келмеген кезде артта жабатта кетіп қалады. Сетевой компанияларда, достар, сетевой прямо продуктовый нелерде 75-85% компанияда жүреді, қалған, вернее, бұл жерде де 100% келеді, бірақ 75-75%-ын өздеріне компания алып отырады. Продукциям дейді, біздің обслуживаниеміз дейді, сол сияқты. Сондықтан да сетевой компанияда көбінесе адамдардың қарызға көбінесе кіріп кетеді, жаңа статус шабам жүгіріп кредит алып кететін, сондықтан, потому что 75-85% ақшаның көп бөлшегі именно компанияның өзіне қайтып жатады, өзіне компанияға кетіп жатады да. Тек 15, мысалы 25% ғана адамдарға бөлінеді сетке, структураға. Түсінікті ғой, сондықтан да осы жағын қарауымыз керек. Хайптарда из-за этого 100% ақша компанияда болғандықтан басында олар өздері басында ақша құяды. Кішкене халықтарды алдайды ғой ақша беріп. Вот сол кезде олар өздері как будто бизнес ретінде алады олар. Сөйтіп алады да өздері примерно айтады, біз мұнша ақшаны бөлеміз. Басында беріп отырамыз халыққа. И вот сол кезде халыққа беріп отқан соң жаңағы жарты жыл істейді, 2 ай істейді, сол кезде халық шулап ойбай ақша беріп жатыр дейді да барып кіріп кетеді. Сол кезде уже жинап алады да барады да кетіп қалады, болды. Вот сетевой компания однозначно 75-85%-ын олар өздеріне алады, оларда по-другому никак, потому что олар кәдімгідей өздеріне офис жасайды, жаңағындай продукцияларды, жаңағы арзан продукцияны заводтан алсаңыз, өте арзан тұратын продукцияны олар үстіне почти 75-80% қосып сатады. Сондай сияқты, мысалы, любой продукцияны мен талайын қарадым ғой, в принципе, Қытайдан келіп жатқандарда продукцияларды, Япониядан келіп жатқан продукцияларды өзім ұнатам. Мен қазір барлығын заводтан аламын, достар. Из-за этого никакой сетевой компаниядан алмаймын, потому что это, біріншіден сапасы да төмен, бізде көптеген лабораторияда істемейді, из-за этого ондайларға көп мен өзім қызыға алмаймын просто. Вот бізде наоборот, бізде мына системаны өзгертіп жатқан дүние дейміз, мына әлемдегі экономиканы, потому что салынған ақшадан вообще бірде-бір тиыны кетпейді ғой компанияға. Бұл жерден четко мінекей математика деп осыны айтамыз, достар. Қараймыз математикасына. Сіздің салған ақша қайда кетіп жатыр? Ол бірінші туындайтын сұрақ. Екінші туындайтын сұрақ, достар, маған ақша мына жерге тіркелді, мысалы, да, маған ақша қайдан келеді? Вот этот сұрақты қарауымыз керек, зерттеуіміз керек. Мысалы, кейбіреулер айтады, сіз ақша салсаңыз, дейді, біз сіздерге мынау, мысалы, біз трейдерлер командасы бар, трейдинг жасап тауып береміз, дейді. Мен сіздерге айтайын, достар, нормальный трейдерлер бар ғой, ақша табатын. Олар өздері ақша тауып жатса, ешқандай халықтың ақшасына қарамайды. Трейдинг деген салада, достар, өте көптеген мынандай нюанстар бар. Сондықтан трейдинг пен трейдерлер никогда ақшасын қарапайым халықпен бөліспейді, естеріңізде болсын. Себебі крутой, керемет ақша табатын трейдерлер олар үлкен компанияларға жұмыс жасайды, үлкен проб компанияларға жұмыс жасайды, үлкен миллионерлер, миллиардерлерге жұмыс жасайды. Қарапайым халықтың последний ақшасын алып, олар өйтіп отырмайды, себебі оларға психологический стабильность керек. Сондықтан да сіздерге айтады ғой, трейдингпен жасаймын деген, ол өтірік. Естеріңізде болсын. Ол бір ма? Екіншіден, робот деп жатады ғой. Бізде робот бар, біздің робот жаңағы жасап береді. Робот обязательно сливать етіп береді ақша. Потому что робот мына әлемдегі болып жатқан волатильностьті постоянно регулировка жасап қарай алмайды. Қаншалықты ол мықты робот болса да, любой моментте сбой кетеді. Менде просто таныстарымда болды, өзімде кезінде осы роботтарға желініп қалғанбыз, мысалы, да, менің бір таныстарым вообще $500,000 кетірді ғой. На ровном месте бір сағаттың көлемінде ма, аналар даже түнде ұйқысынан оянып тұрамай қалған ғой вообще просто. Представляете, бір түнде ақшалар жоқ болып кеткен. Вот из-за этого, мысалы, ол дүниенің робот деген дүниеде, достар, бұл жерде жұмыс жасайтын адамдар, опять же, мына трейдерлер. Бұл трейдерлер бұл роботты просто өзінің жұмысын жеңілдетуге қолдануы мүмкін.
өзінің опыты бар, тәжірибесі бар адамдар. Бірақ қарапайым халыққа робот жарамайды. Естеріңізде болсын. Жарамайды. Себебі, егер сіздер өздеріңіз мынандай трейдинг жағынан біліміңіз болып, өте керемет мынандай рынокты қарап отыратын, ол жерде кәдімгідей сізді бақылап отыратын болып, сол кезде ғана қарап роботты қоспасаңыз, ол робот сливать етіп тастайды любой ақшаны. Ол екіншіден. Үшіншіден, достар, бұл жерде роботты шығарған адам, компания роботты сатуға $1000, $500 деп, сол жерден ақша жинайды. Естеріңізде болсын. Из-за этого компанияға әрине роботты сататын адамдар керек. Кәдімгідей роботтың сатып беретін, соған жаңағы сіздерге ақша береміз, комиссия береміз деп айтады. Мысалы, опять же, бұл жаңағындай болмайтын дүние. Математика жағынан қарайтын болсаңыздар, қарапайым халыққа бұл жарамайды. Келесі, достар, тағы да айтылатын дүниелер бізде не бар? Айтады, біз үлкен компания болып сіздерден ақшаны жинаймыз дейді, сосын барып бізде де инвестиция жасаймыз дейді. Енді ондайлар да бар, барады да сіздерден де инвестиция жасаймыз дейді. Достар, инвестиция жасайтын компания изначально халыққа келген кезде, зачем олар халықтан ақшаны алады? Егер олар керемет инвестор болатын болса, не үшін олар, например, өздерінің ақшаларымен ары қарай дамый бермейді? Не себептен олар халықтан $100, $500, $1000 ақшаларды алып, типа мен сіздерге ақшаларымды көбейіп берем деген сияқты әңгімелер айтады. Бұл дүние опять же өтірікке жатады. Себебі, мысалы, мен болашақта Matic Basket'те өзімнің мақсатым бар. Осы Matic Basket'тен серіктестерім көп деген $1000 ақшаны шығарып, мысалы, табысқа жетіп жатасыздар ғой, сол кезде басымызды қосып, бірге отырып, сондай адамдармен кәдімгідей стартаптарға ақша салып, ары қарай ақшаны көбейту. Мен, мысалы, өздеріңіз білесіздер, біздің чаттарымыз бар. Мына біздің елерде, мына $1000 деген чатымыз бар. Так, қайда кетті, қазір көрейін мына жерден. $1000 деген чатта мінекей криптовалютаның сигналдары деп тұр, сабақтар өтіп тұр мына жерде да. Осының ішінде криптовалюталарды жинайтын болсаңыздар, мен беріп жатқан криптовалютаның ішінде алатын болсаңыздар, өздеріңіздің табыс тауып жатқан ақшаларыңызға, мысалы, $10 болсын, $20 болсын, хотя бы аптасына бір рет бір алып қоятын болсаңыздар, ақырындап соны стабильно жинап отыратын болсаңыздар, сіздер өздеріңіз инвестор боласыздар. Өздеріңіздің кошелектарыңызда, өздеріңіздің басқаруыңызда, өздеріңіздің счеттарыңызда криптовалюталарды жинап, крипто-инвест портфель жасайсыздар. Вот сіздер настоящий инвестор болуға мен өзім қолдан келгенше соған халыққа жол көрсетіп, кішкене бағыт-бағдар беріп жатырмын. Мен бұл сигналдарды қандай криптовалютаны алуға болады, қай уақытта мысалы сатып жіберуге болады, немесе ұстауға болады, мысалы долгосрочный, краткосрочный деп жазып қойғаным бар ішінде. Соларды бүйтіп қарайтын болсаңыздар, әрбір біздегі серіктес өздеріне өздері инвестиция жасап алуға болады. Көрдіңіздер ма? Мұның барлығын мен не үшін жасап жатырмын? Просто мен осы Matic Basket саласында жүріп, халыққа кішкене бағыт-бағдар беру ниетінде максимально өзім қолға алып, мен мысалы сыртынан деп өсек айтып, ойбай, анау деген біздің халық ақмақ, біздің қазақ деген, ойбай, вообще біздің қазақ деген сондай топас пирамидаға барып ұрына береді деп сыртынан жамандап отыруыма болады ғой, в принципе, да. Но мен просто өзім қазақ болғандықтан, менің қазағыма өзім жаным ашиды, потому что мен де кезінде ақшаны жоғалтқам. Мен ақшаны жоғалтып жатқан кезде маған адамдар айтатын адам болмады, достар. Из-за этого мен қолдан келгенше шырылдап, осы серіктестерге де лидерларымызға, мінекей Махаббат ханым, Руслан мырза, қаншама менің серіктестерім бар, максимально стараюсь жеткізуге да. Мынаны қараңыздар, достар, мына жерге бара бермеңіздер, ұрынбаңыздар деп. Мына Matic Basket саласында бізде математика арқылы ақша табасыздар да, сол ақшаларыңызды ары қарай көбейтіп кетуге мүмкіндіктеріңіз бар. Кейбіреулер айтады ғой, ой, бір корзинада ұстама ақшаңды, сен не істейсің, бір Matic Basket'те жұмыс жасап, басқа жаққа барып істе деген сияқты. Ана жолы келді. Целый там қанша, 50 адам ба, 100 адам ба кәрістер. Именно кәрістер осыдан 2 жыл бұрын тіркелген екен Matic Basket'ке. Тіркелген, менімен таныстырмаған ол команданы, олар барып тағы да бір хайпқа салып жүрген ғой, хайпқа барған ғой, олардың спонсорлары. Барғанда хайптарға кіріп, быт-шыт болып барлығы ақшаларын жоғалтқан, ең соңында ойланып отырып, Matic Basket деген ана жерден реклама шығады дейді, мына жерден бір чаттарға кіріп қаламыз дейді. Сөйтіп ойланып, ең соңында дейді, іздедік дейді. Кім вообще Matic Basket'ті бастап отыр, кім бар бізге жақсылап түсіндіретін деп, өзінің спонсорын, жоғарғы спонсорларын жоқлап, практически мені тапқызып, маған кездесуге келіп, қазір прямо күнде шығады ғой, бүкіл Южная Кореяны тіркеп жатыр қазір олар. Бүкіл кәрістер, но молодцы, бір-біріне көмектесіп, қолдан келгенше атсалысып жатыр. Сондай, мысалы, көрдіңіздер ма, олар уже түсінді, олар өздері айтады, егер біз осыдан 2 жыл бұрын бізге осы сіздің айтқаныңызды естісек, біз ешқайда бармайтын едік деп. Вот көрдіңіздер ма, вот сондай мысалы жағдайлар болып жатыр серіктестердің арасында да.
бар, ондайлар түсінбей кетеді, түсінбеген соң жүріп айналып келіп жатады. Сондықтан да мына жерге келген соң максимально сабақ өтулеріңіз керек. Максимально біздің алгоритмді зерттеп қарауларыңыз керек, достар. Сол кезде сіздерде өте керемет жаңағындай мүмкіндіктер туындайды. Енді математиканы қарайтын болсақ, бірінші математиканы айттым жаңағы. 100% ақша компанияға кетпейді, 100% ақша біздің халыққа бөлінеді. Ол бірінші мәселе, который мына системаның, осы алгоритмнің біз үшін жасалған, халық үшін жасалған көрсетіп тұр. Бірінші мәселе. Екінші мәселе, достар, мына жерде қарасаңыздар, бізде 20-шы деңгейге дейін ашылып тұр ғой, табыстың көзі. Деңгейлік табысты айтып жатырмын да, 20-шы деңгейге дейін. Басқа жүйелерде, любой системаны қарайтын болсақ, бұрынғыда, жер бетіндегі, барлық кезде жоғарыдағы, немесе компанияның өзі, немесе жоғарыда тұрған адамдар, көп ақшаны алатында, төменгі адамдарға ақша жетпейтін. Сонымен қатар, максимально ашылатын деңгейлік табыс 5-ге дейін барады, немесе 7-ге дейін барады. Болды. И то, бірінші деңгейге мысалы беріп қояды, 50% болсын, 20% болсын, 10% қып көбірек береді. Төмендегі пайыздар 0,01, 0,025, 0,001 деме деп, ана тиындардың тиынын беріп қояды. Но, қараңыздар, ең кереметі мынау ғой. Тереңдеген сайын адамның саны көбейеді, көрдіңіздер ма? Тереңдеген сайын адамның саны көбейеді. Бұл не деген мәселе, достар, менің жеткізейін деп жатқаным сіздерге. Бұрынғы система, біз не үшін мына әлемдегі қаржылық экономиканы өзгертіп жатырмыз? Жаңартатын система деп математикті атаймыз. Себебі, бұрынғы система барлығы жоғары қарай ақша көтерілетін болса, бізде төменге қарай да сіздің ақшаларыңызды көбейетіндей қылып пайызын жоғарылатып қойған. Көрдіңіздер ма? 2%-дан 8%-ға дейін. Ол бір. Екіншіден, достар, тереңдеген сайын сіздердің адамдарыңыздың саны көбейеді, команданың саны. Ол екі. Үшіншіден, достар, мынау мәселе. Тағы да бір нені көрсетіп өтейін мына жерде, достар. Просто элементарно мына сызатын болсам, сіздерге түсінікті рет болады деп ойлаймын. Мына жерде қарайтын болсақ, достар, мынау біздің мысалы айтайық, компанияның командасы. Мына жерде мысалы компания тұр. Мына жерде мысалы лидерлар тұр да. Лидерлар тұр, мінеки мына жерде бүйтіп. Мысалы, пусть, мына жерде даже, давайте, бір команданың лидері делік. Мына жерде мысалы басқа цветпен алайында, екінші команданың бір лидерлары тұр дейік та, олар өздерінше тұр дейік мысалы да. Ал енді қараңыздар, достар, мына жерде не болып жатыр? Адамның басын қосатын дейтінім осы. Компанияның астында тоже 4-ақ орын бар. Алгоритм 4-те 4 деген біздің математика. Әрбір лидердің астында тоже самай 4 орын бар. 4 орыннан артылғанның барлығы келеді да бүйтіп төмен қарай түседі. Мына линия толды ма, значит, келесі линияға барып түседі. Ол линия толды ма, значит, одан келесі линияға барып түседі. Компанияның өзі командаға, біздің серіктестеріне өзінің автоматты түрде алгоритмнің арқасында готовый мынандай пайыздарды алып келетін команда төменге қарай жіберіп жатыр. Ешқандай системада компания өзінің командасымен бөліспейді. Любой системаны қарайтын болсаңыздар, егер напрямую компанияға барып тіркелетіндер көп қой, мысалы, да, кейбір компаниялар өзінің реклама жасап жатса, не болса, әйтеуір компанияның астына тіркеліп жатады. Ондай кезде компанияны тіркелген олар өзіне солнышко қылып, автоматом компания өзіне ала береді. Никогда отдельно бір партнерға бірде-бір адамды, бірде-бір тиынды бермейді. Ол бұрынғы система болатын. Қазір матик баскетте барлығына барат болып тұр. Көрдіңіздер ме? Компаниядан да адам түседі. Ол бір. Екіншіден, біздің лидерларымыз мысалы да, лидерлар жұмыс жасап жатады. Мына лидер жұмыс жасай ма? Бұның лидерінің нелері тоже перелив болып түсіп жатады. 4-тен артылған адамның барлығы төмен қарай кетіп жатады. Ол барып, мына жердің несін толтыру мүмкін, мыналардікін толтыру мүмкін, мынаны да толтыру мүмкін, былай қарай кете береді. Артық қалған адам бәрі төмен қарай құлдырап, жыбырлап түсе береді ғой әйтеуір. Сөйтіп, әрбір серіктестерде, партнерларда мынандай активный табыстарға шығып жатады. Бұл бірінші мәселе, өте керемет жағдай, достар, когда сіздерге компаниядан да, лидерлардан да сондай командный жұмыстың арқасында сіздерге активный табыс, активный-пассивный табыс түседі. Пассивный дегеніміз не? Сіздің қатысуыңызсыз жүретін табыс.
бірақ біздегі табыс перелив деген табыс, достар, если перелив келетін болса, ондай кезде сізге, значит, уже активный, пассивный болып кетеді, да? Сізге уже активный адамдар, жаңағы команда активный болып, сізге реальный адамдар түсіп жатады төмен қарай, но при этом сіздерге ол сіздердің қатысуыңызсыз болып жатқандықтан ол пассив деп аталады. Вот сондай керемет система, мына алгоритм. Бұл өте жақсы жұмыс жасауы үшін, достар. Енді тыңдаңыздар мұқият. Бұл система әрбір командада өте жақсы жұмыс жасау үшін именно команда бірігіп, бірге білім алып, бірге жаңағыдай негатив айтпай, бір-бірлерімізге наоборот қолдау көрсетіп, бір-бірлерімізді демеп, кәдімгідей, любой ана команда, мына команда демей, любой жерде жүргенде осы матик баскетті прям мақтап жүріп, мысалы, да, қайда жүрсеңіздер де осы матик баскет деп соцсетке жазып қойып, сөйте беретін болсаңыздар, пусть ол адам, мысалы, соцсетте сіздің инстаграмда, немесе тиктокта бір адам көріп қалды делік, сіздің бір ақпаратыңызды. Ол барады да басқа бір көршісіне барып тіркеледі. Ол көршісі, возможно, сіздің де бір глубинада тұруы мүмкін. Немесе сіздің 30 адамның арасында тұруы мүмкін, е? Немесе ол сіздің командаңыздың астындағы бір командада, жаңағы бір адамыңызда 30 адамның арасында тұруы мүмкін. Ол адам барады да күшті жұмыс жасап, там миллиондап ақша шығарып жатады мына жерде. И ол сізге бәрібір табысты алып келіп жатады ғой, мысалы, да? Ойлаңыздар. Сонда мына жерде бір кереметі. Мына системаның өзі, алгоритмнің өзі адам баласын тәрбиелейді. Негативтен арылуға. Потому что егер сіздер мына алгоритмді зерттеп қараған сайын, сіздің махаббатыңыз ашыла береді. Мына системаның бір кереметі сол. Сіздің махаббатыңыз не просто матик баскетке, сіздің махаббатыңыз бар ғой, адамзатқа ашылып бастайды. Осындай бір Алла Тағаланың керемет бір жаратқан мынандай адамдарға деген жаңағы нелеріңіздің барлығы кететін болады. Мынандай негатив, жек көрушілік, қызғанушылық деген сияқты, оның барлығы кетеді. Потому что мына жерде бар ғой, егер сіздің энергияңыз, сіздің мына мышлениеңіз, жаңағы мынандай ниетіңіз түзу болатын болса, мына жерде ақша деген төгіліп сізге келіп, қалай келіп қалған байқамай қаласыз. Ондай адамдарды мен өзім көріп жатырмын. Себебі мына жерде қалай команданы бірігіп жұмыс жасасаңыз, солай мына переливтар еселеніп көбейе береді ғой, көбейе береді. Бір осындай бір қасиеті бар мына алгоритмнің. Сондықтан да главный, көп адамдар айтады, мен адам шақырғым келмейді деп жатады, мысалы. Адам шақырғым келмейді, бірақ менің қарызым бар дейді. Менің, мысалы, миллионға жеткім келеді дейді. Хорошо, қарызы болмаған күннің өзінде. Мен дейді, мысалы, $1 миллион табыс алғым келеді. Например, мен ана машине алғым келеді, үй алғым келеді деп айтып жатамыз. Но бірақ мен айтады, мысалы, мен адам шақырғым келмейді. Вот именно сондай адамдар біздің қатарымызда қазір, да, именно біздің халықтың арасында өте көбейіп кеткен, да, и именно сондай адамдар ертең хайп пен пирамидаға барып тұтылады ғой. Почему? Потому что оларға айтады, сен адам шақырмайсың, сен дейді адам шақырмай-ақ қой, сен бізге кел, біз саған дейді 30% айына төлеп отырамыз дейді, да, немесе күніне бірдеме пайыз төлейміз дейді, ана адам барады да, бар ақшасын салып жібереді, бітті. Жоқ. Ақшасы да жоқ, ол компанияда жоқ, таба алмайды. Солай болып өкініп қалып жатқан адамдар көп. Из-за этого, достар, түсінулеріңіз керек. Адам шақырмаймын. Мен адамсыз бизнес жасағым келеді. Мен инвестор болғым келеді дейтін адамдар. Естеріңізде болсын, достар. Инвестор болам деген адамдар. Менің чаттарымның атын көрдіңіздер ма? Барлық жерде инвестор. Я инвестор деп жазылып тұр. Менің әу бастаған бастамам осы матик баскеттен бұрын осы инвестицияға халықты үйреткім келіп, осы чаттарын бәрін ашып қойған болатын басында. Кейін мен матик баскет келген соң, сол матик баскетке сол чаттарын барынап қойдым. Потому что именно матик баскеттің арқасында, достар, халықты инвестор жасауға болады. Сіздердің матик баскетке салған ақшаңыз уже инвестиция, достар, бір-ақ рет салдыңыз, но при этом сіздердің ақшаларыңыз уже сіздерге жұмыс жасап бастайды бірінші тәуліктен бастап. Себебі бірінші тәуліктен бастап сіздерге уже 31 адам беріледі. 31 адамның, жаңа 30 адам 1% келеді, бір 1% сіздерге табыс алып келеді 30 адам, и бір адам сіздің спонсор болады. Бір адам спонсор. Сондықтан 31 адам бірінші тәулікте беріледі, да, бұлардан сіздерге уже пассивно табыс түседі. Кішкентай бола берсін, достар. Но это уже что-то, имейте в виду. Жайдан жай көп ақша беретін дүние, ол долгосрочный болмайды никогда. Никогда долгосрочный, потому что ешкім халықты ойлап,
ана ойбай мына кісі мамочка в декрете, мына кісі мынау декретте отырған ана, мынау пенсионер еді, мынау менің қазағым еді деп басынан сипап, ешкім сізге ана голубой вертолетпен келіп ақшаны төкпейді, естеріңізде болсын. Осыны мен постоянно айтамын да, чтобы сіздердің образ қалсын. Ана хайп келіп сіздерге мен сіздерге ақшаны көп берем деген кезде естеріңізде тұратын болсын да, чтобы сіздерден никогда басқа адам, бөтен біреу, қайдағы бір танымайтын орыс, украин, тағы бірдемелер келіп, сіздерге ойбай мына қазақ халқын бір байытып жіберейінші деп ақша бермейді. Из-за этого естеріңізде болсын. Егер сіздерге келіп, сен маған $1000 сал, мен саған ертең оны жаңағыдай аймай саған тағы да бір $500, $300 берем десе, ондайдан қашу керек. Значит, ол өтірік деген сөз. Оның мақсаты не? Сіздің $1000 алу. Болды. Сізге ешкім де ақша бергісі келмейді. Сондықтан инвестор болу үшін, достар, ана жолы бір инвестордың сөзін сондай естіп қалдымшы. Инвестор болсаңыз дейді, сізде хотя бы 7 миллион дейді доллар. Ну, давайте, надо нольмен жазайыншы. 7 миллион доллар дейді. Болмады дегенде, отдельно инвестицияға салынып тұрылу керек дейді. Доллармен. Егер 7 миллион долларыңыз болса, сіз дейді 4% жылына, 12%бен бір нормальный, мынандай хедж фонд, нормальный бір фондтарға саласыздар дейді, инвестициямен айналысатын. Солар сіздерге осы пайызды береді да, и сіз айына сол кезде где-то бір $60 000 алып отырасыз дейді. $60 000. Сол кезде дейді, сіз спокойно сол $60 000 на широкую ногу кәдімгідей спокойно өмір сүре аласыз дейді. Бұл кісі отырып санап та осы цифрларды, чтобы минимально хотя бы осындай болса, сіздер дейді нормальный инвестор деген уже атаққа ие болып өзіңіз инвестор сезіне аласыз дейді. Оған дейін сіз инвестор емессіз. Оған дейін сіз мына ақшаны табу үшін, мына ақшаны, мына 7 миллионды табу үшін жұмыс жасауыңыз керек. Жұмыс жасау деген не, достар? Барып беталды хайпқа кіріп кету емес. Жұмыс жасау деген значит, давайте мен мынаның бәрін бүйтіп өшірейін да, қазір жұмыс жасау дегеніміз 7 миллион долларды табу үшін, не? Мынаны табу үшін, значит, ол білім, достар. Значит, ортаны өзгертіп, ортамен жұмыс жасау, команда құру, обязательно команда болу керек. Айналамызда өзімізбен бір-бірімізге ақыл беріп отыратын, бір-бірімізді қолдап отыратын да осындай. Сондықтан еще инструмент болу керек ақша табатын. Ақшаны алып келетін инструмент. Сіз мына білімді алған соң осы инструментке қолдануыңыз керек оны. Мына ортада жүрген соң ол инструментті ортамен бірге қолдануыңыз керек. Командаңыз тоже осы инструментпен қолдану керек. Осы инструмент ретінде біз Matic Basket'ті қазір алып отырмыз. Осы инструменттің арқасында біз Гүлжан ханым, дауысыңыз естілмей қалды. Так, кімге естілмей жатыр? Микрофон жоқ, дауысын естілмей жатыр ол кісінің. Микрофон жабып қалды ма? Жоқ, микрофон ашық тұр. Маған да естілмей тұр. Мүмкін заряды таусылып қалған. Естілмей тұр, дауысы естілмей тұр. Естілмей қалды жаңа. Интернетінен болып жатыр өтем өзінде. Мына не деген взрыв мозга болып жатырмыз ғой. Не деген білім, знания, значит, бірінші орында тұр ғой. Әрине. Математика бірінші орында тұр. Күшті. Точно ұйықтай алмаймыз енді. 2025 жыл. 2025 жыл біздің жыл болайын деп тұрған сияқты. Че танадан кейін, е? Мұнадан кейін миллионер болмасаңыздар білмеймін енді. Қалай ұйықтаймыз енді қазір? Мұнадан кейін енді жұмыс жасамасақ, Бір апта ұйықтау деген ұмытасыздар еді. Арнайы сіздер үшін ұйымдастырдым осы эфирді. Че-то мен сезіп отырмын 2025 болатын сияқты. Руслан мырза, Алла разы болсын. Руслан мырза, рахмет. Рахиля ханым, 2025 жыл жатыр. Іздеп қоям, сіз әулем қайда менің деп. Алла қаласа бақыт жылы болсын, байлық жылы болсын бізде. Баршамызға. Әрине.
ал жаңағы Гүлжан күшті түсіндірер сәлде. бір кісі звондап қалды ау деймін ол кісіге, или сондай болды. Или телефоны өшіп қалды. Қазір қосылып қайттан кіреді ол. Телефоны өшіп қалды. Айфон ғой. Жаңа телефоны 12 не болып тұр еді, процент болып тұр еді. Гүлжан ханымның қасында жүрген кезде кеше Шымбұлақта, ана қасында жүріп өзімде бір новичок сезінемін ана қасында жүрген. Білімі деген енді айта алмай, атмосфера, энергия бөлек. Басқаша. Осы Қазақстанда ма қазір ол кісілер? Алматыда ғой, Алматыда. Қашан кірген ол кісі мына неге? Бір сағат 1 минуттай болған жоқ өтіпті. Жылдай болған ба кіргенде жаңағы сөйлеп жатқан? Эфир жүргізіп жатқан. 58-ші болып осы жобаға тіркелген бұл кісі. 158-ші болып. Бүкіл қазір осы қазір 35 мыңнан астық па, міне осы кісінің астындамыз біз барлығымыз. Махаббат ханым. Иә. Аты кім деген? Гүлжан ханым табысы қанша екен, айта ма сіздерге? Ау? Тұра ма Махаббат ханым? Сұрайсыздар ғой қазір. Иә, бұл кісі Турцияда. Сұраңыздар, өзіне қойсаңыздар сұрақты. Иә, не ана бір Россияда бір орыстан кейін тіркелген жеріңіз қалдыңда. Кез келген сұраққа сұрақ қойып өстіңіздер болады. Келді, Гүлжан ханым келді. Қанша уақыт шығып кетті мен? Бағандан бері әңгіме айтып отырмын ғой. 5-10 минут қой. 5 минут. Звондамадыңыздар ма? Мен ана жақтан отырым, спокойно әңгіме айтып. Жаңа күшті әңгіме, жаңа неге келдіңіз ғой? Инвестиция. $7 миллион келдік. $7 миллион. $7 миллион ма? Мен оны бітіріп қойып, мен уже айфонға көшіп кеткем қазір, хорошо. Маған звондаңыздар, потому что почему-то последнее время Telegram солай болып жүр. Иә. Экран көрсеткен кезде өстіп кішкене қуып кететіні бар. Хорошо. Сол жер күшті кетіп жатыр. Міне. Мына жерден 7 миллион. Сосын Matic Basket'ті инструмент екенін айтып едім, оны естіңіздер ма? Сол жерде үзілдіңіз ғой. Сол жерде үзіліп кеттіңіз. Хорошо, давайте. Естік. Иә, қараңыздар. Мына жерде инструментке білім орта команданы біріктіріңіз деп айтып жатқан сол жерде өшіп қалдым. Вот. Мына жерде именно Matic Basket платформасының өзі бізге бір шеттен инструмент болып тұр да, екінші шетінен қарасаңыз, Matic Basket бізге и ақша алып келетін инструмент болып тұр. Екінші жағынан еще мына білімді де ортаны команданы да беретін инструмент болып тұр ғой, достар. Бұлай да жұмыс жасап тұр ол, мына жағынан да жұмыс жасап тұр. Сондықтан да бұл өзінше бір ерекше бір біздің жаратушымыздың бізге берген, осы таңда берген сыйы, достар. Из-за этого осыны мынандай аңқиып, анда-мында секірмей, в одну точку битсейді ғой, солайға прямо жұмыс жасайтын болсаңыздар, мына жерде ақша деген келе береді. Бір рет сіздер $4 миллион немесе $7 миллион жетіп аламыз ба, уже ары қарай ол қайталанып келе береді бізде. Потому что ол біздің табысымыз көбінесе, көп шығатын табысымыз қайдан? Выводтан, достар. Компанияда выводтан табыс жасайды, біз де выводтан табыс жасаймыз. Именно табысты шығарудан табыс жасаймыз. Командамыз табысын көп шығарып жатса, содан біз табыс жасаймыз. Из-за этого біз командамызды үйретуге, бізге өзіміздің интересіміз бар. Көрдіңіздер ма, мына инструмент алгоритмді настолько керемет жасалынған, гениально просто. Чтобы біз қосылған командаға көңіл бөліп, сол командамен жұмыс жасап, сол командаға максимально отдача, мынандай біліміміз болса, білімді бөлісіп, білімді білмей жатсақ, барып үйреніп кеп бөлісіп деген сияқты, сондай дүниені бізге өзі мынандай мотивация беріп тұрған инструмент қой Matic Basket. Из-за этого білімді де, ортаны да, команданы да, ақшаны да беретін инструмент осы Matic Basket, достар. Из-за этого Matic Basket бұл өлмейді де, өшпейді де, бұл тоқтамайды да, достар. Мұны түсінген адам тек шулдап біз жүре береміз, потому что ешқандай система, маған айтып жатырмын ғой, ана Германиядан кейде менің анау осыдан 2 жыл бұрын шақырған адамдар маған уже 50-ші проектіні предлагать етіп жатыр. 2,5 жыл болды ма, уже күнде әрбір ай сайын, 2 ай сайын проект предлагать етеді. Мен айтам, сіздер шаршамадыңыздар ма деймін ғой ана кісілерге. Не деген сондық, то ана матрица, то мына матрица, то біз өзіміз матрица запустили дейді, то бір өзіміз бірдеме жасап жатырмыз дейді. Мен айтам, вообще сіздер шаршамайсыздың адам екенсіздер деп. Но в любом случае олар оны не үшін жасап жатыр, достар? Оны жасап жатқан себебі
ана жерге барып матрицаны ашты, ол матрица тоқтап қалды, мына жерге барып бір хайпқа кірді, опять тоқтап қалды, сөйтіп жүгіріп жүр, әлі өзін таппай жүр. Былай қарасаңыздар, қазіргі таңда достар, бізге ең маңызды мәселе долгосрочно, спокойно, жанымыз тыныш болып, ар ұятымыз тыныш болып, осындай дұрыс жолмен, дұрыс системада жұмыс жасау. Егер жүгіріп жортып, анаған бір барып, мынаған бір барып жүрсеңіздер, ол казино. Ана хайпқа бір барып, мына хайпқа бір барып, ол казино, потому что мына жерден алған ақшаңыз ана жерге барып жоқ болып кетеді. Сондықтан да ол жөні дұрыс, дені дұрыс адам ондаймен айналыспайды. Бірақ өкінішке орай халықтың арасында ондай секретті адамдар көп. Бірақ мен всегда айтамын, біздегі бір керемет системаның бір кереметі сол, бізге тіркелген адам любой кезде қайтып келіп, любой кезде жұмысын бастай алады. Но бірақ уақытын жоғалтатын ол өзі. Сондықтан да мына жерде командамен жұмыс жасау өте керемет нәтижеге шығаратын болғандықтан, даже негатив айтпау керек. Негатив дегенді ойға алмау керек. Максимально білімге бүйтіп фокусты қойып тұр, білімді алып отырсаңыз бар ғой, сіз білімді алған соң, сіз уже сөзіңіз өзгереді. Көзқарасыңыз өзгереді сіздің. Сіздің уже бар ғой, мынандай адамдармен сөйлескендегі отношениеңіз өзгеріп кетеді. Сіз уже отношениеңіз өзгерген соң, сіз өзіңіз де анау адаммен араласқанды ұнатпайтын боласыз. Сіз өзіңіз кәдімгідей басқаша бір адамдарды қалап, басқаша бір ортада жүргенді қалап, сол ортаны табатын боласыз. Сондықтан да ол автоматом солай өзіңіздің қалай дамып өркендеп өскеніңізді байқамай қаласыздар. Бір керемет сол, мына жерде біздің мотивация системасында конкретно лидерлар шығады, конкретно лидерлар тәрбиеленеді. Самое главное, бұл жерде спокойно отырып жұмыс жасау. Бұл жерге келген адамдар, особенно мында күйіп қалған адамдар, ана жерге анда барып, мында барып ақшаларын жоғалтқан адамдар көбінесе отырып, все, мен мына жерде отырып бір білімді алғым келеді, тыныш отырғым келеді дейтін адамдар өте керемет нәтижеге шығып жатыр. Неге Махаббат ханым бар, Руслан мырза да бар. Ол кісілердің өздері айтып жатқан шығар, талай сол пирамидаға ұрынып келіп отыр ғой, осында мысалы да. Осында келіп тоқтап, максимально жұмысын жасап, зато спокойно достар. Басыңыз ауырмайды. Ойбай, ана жерден мен ақшам шыға ма, шықпай ма деп ойланып отырмайсыздар. Шығады ақшаларыңыздың барлығы. Секунд сайын шығарасыз ба, өзіңіз білесіз. Просто создавайте максимальные условия. Білім дегеніміз не? Менің жаңағы беріп жатқан чаттарымызда, обучающий чаттардың ішіндегі тұрған білімдер бар. Талай марафондарды да өткізіп жатырмыз. Жаңағыда соцсеттерді жүргізу, Руслан мырза вообще YouTube барлығын күшті жүргізеді ғой. Сол нелердің барлығын алып алсаңыздар, навыктардың бәрін үйреніп алсаңыздар, сұраңыздар. Спонсорларыңыз күшті біледі сіздерді, мысалы да. Сұраңыз, Руслан мырзадан сұраңыз, Руслан мырза маған давайте біздің командаларымызбен отырып мына YouTube-ты үйренейікші деп сұрасаңыздар, анау кішкентай балалары тамақ жегісі келсе жылап сұрайды ғой, сол сияқты сұрау керек. Сол сұраған кезде уже спонсорлар жоғарыда отырған, мысалы, сіздер сұрадыңыздар, мені шақырды Руслан мырза. Гүлжан ханым, давайте. Ол кісінің өзі де бір сұрақтарды менен ана жол сұрап бастадық та, сонымен Гүлжан ханым осыларды вообще командаға да айту керек еді деп, мысалы, сөзден сөз шығып, осылай давайте командамен жиналайықшы деп попросить етіп, мен мысалы сіздерге бүгін осылай шығып сөйлеп жатырмын, уже қараңыз, 1 сағаттан да асып кетті да, қаншама уақыт. Сондықтан да бүгінгі таңда ең керемет мүмкіндік, ең керемет сіздерді жарыққа шығаратын дүние ол сіздің біліміңіз, айналаңыздағы ортаңыз, өзіңіздің жасап жатқан командаңыз. Оның барлығын сізге алып кеп беретін Matic Basket. Егер адам баласы барып, ана хайпқа барып, мына хайпқа баратын болса, ол жерде команда да болмайды, білім де болмайды, орта да болмайды, авторитет де болмайды, ол жерде уақыт кетеді, энергия кетеді, быт-шыт болып кетеді. Из-за этого ол шайтанның ойыны, достар. Казино деп айтатыным сондықтан. Казинода шайтанның ойыны, азартқа түсіп кетеді. Тура сол сияқты хайптан хайпқа секіріп жүрген адамдар сондай азартқа түсіп кеткен адамдар, ана шайтанның ойыншығына айналып. Из-за этого кішкене ондайдан алыс жүрген дұрыс. Миыңыз тынық болу керек. Қазіргі заманда әлемде уақыт деген өте тез өтіп жатыр. Өте тез мынандай уақыт күн мен түн тез ауысып жатыр, байқасаңыздар. Қазір 4-ке қарай уже кеш батып кетеді. Ақшам намаз оқып кетеді, қарасаңыздар. Көрдіңіздер ме? Сондықтан да бүгінгі таңда адам баласы өзін басқаша поведениені өзгерту керекпіз. Мына білімді алуға құштарлық болу керек бізде, махаббат болу керек прям. Сол білімнің арқасында сіздер тездетіп, жинайтын ақшаларыңызды жинап, алатын үйлеріңізді алып, автомобильдер алып. Зато мына жерде бір кереметі достар, бір кабинеттеріңізді жаңағындай максимально жұмысты жасайсыздар. Мысалы, айтайық, 10 жыл жасадыңыз, 20 жыл жасадыңыз, 30 жыл жасадыңыз делік, Matic Basketті да. Командаларыңыз көбейіп, ана кабинеттеріңізден шығып жатыр, енді, не знаю, $10,000 ма, $100,000 ма әйтеуір шығып жатыр күніне. Сол кабинеттеріңізді ертең алып бала шағаңызға, ұрпақтарыңызға қалдырып кетесіз.
сіздің жасаған еңбегіңіздің нәтижесін спокойно өзіңіз де көресіз, ұрпағыңыз да көреді. Вот осындай керемет инструментті біз енді қолымызға алып тұрып ертең жылайтын болсақ, Алла тағалаға маған ақша бермедің деп, ол ұят болады. Сондықтан да осыны алып максимально өзімізді қолға алып, прямо ана азартқа түспей, максимально осында жұмыс жасауымыз керек. Сосын достар, қараңыздар. Көп адамдар жаңағындай мен адам шақырмаймын деген әңгімеден басталып отыр ғой барлығы. Сондықтан айтайын, любой бизнес, сіз әлі инвестор состояниеге жеткен жоқсыз, сіздің оған ақшаңыз жеткен жоқ. 7 миллион долларыңыз пока жоқ па, значит, даже $1 миллион жоқ сіздің. Пока адам шақырмаймын деп емес, ойлауыңыз керек. Қай жерде мен қалай долгосрочно, достар, обязательно. Қалай мен мысалы өзіме жаңағындай долгосрочно дегенде енді былай түсінесіздер ғой, иә? Жазып қоя салайын осылай. Долгосрочно. Сосын гарантированно. Мен мысалы жұмыс жасаған кезде гарантированно менің ақшам ликвидно бола ма, болмай ма деген ой сұрақ болу керек. Мұның барлығы сұрақтар, достар, өздеріңізге қоятыншы, өздеріңіздің сіздің мақсатыңызды айтып жатырмын да. Қазір қандай жүйе бізде болу керек мысалы. Долгосрочно, гарантированно, бізге ликвидно. Ликвидно дегеніміз ақшамыз круглосуточно, мысалы, қай уақытта алғым келеді, солай алып отырамын, мысалы, алған табысымды. Сосын ликвидность дей салайыншы мына жерге. Не бар бізде? Тағы да даусыңыз естілмей қалды ғой. Тағы да шығып кетті. Руслан мырза? Тыңдау керек. Қазір. Так, мен жаңа ғана шығып кеттім ба? Иә. Хорошо. Лақтырып жіберді опять. Хорошо. Мінекей. Долгосрочно, гарантированно ликвидность болу керек. Обязательно ақшада, достар, жұмыс жасаған кезде. Осының барлығы бізде бар ма? Бар. Долгосрочно дейтін себебіміз жаңағы біз блокчейндамыз. Бұны біз обязательно есімізде сақтамыз керек. Сондықтан да мен осы системаны максимально өзім таңдап, өзім жұмыс жасаймын, потому что маған басқа системалардың ешқайсысы долгосрочности бермейді. Гарантированно бізге келіп тұрған дүние ол математика алгоритмінің арқасында, достар. Естеріңізде болсын. Ликвидность опять неге байланысты? Именно біздегі блокчейнге байланысты. Не себептен мен мысалы мына алгоритм гарантированно деп айтып жатқаным, осы алгоритмді сіздер түсінетін болсаңыздар, білетін болсаңыздар, сол кезде сіздер математиканы түсініп отырып, сол математикамен жұмыс жасайсыздар. Алгоритм — это математика, достар. Сол математика арқылы сіздер точная наука дейді ғой, просто точно білесіз да. Мінекей мен мысалы адамды тіркедім, ол адамнан маған мінекей тиынына шейін маған блокчейн санап берді, ақшам түсті, ликвидность, ақшаны ол алдым, мен шығардым мысалы. Все. Сіздің командаңызда адамдарыңыз жұмыс жасап, мысалы, тоже өзінің ақшасын шығарып, жұмыс жасап жатыр ма, адамдарды тіркеп, мысалы, все, ақша шықты ма, болды. Сосын қараңыздар, любой бизнеста, вот енді давайте бизнеске көшейік, да. Любой бизнес, достар, бизнес деген дүние, вообще, по идее, өмірде, бизнес деген дүние, ол всегда адаммен болады. Любой бизнес, любой біздің жасайтын ақша, бизнес равно ақша. Ойлаңыздар, всегда адаммен келеді, достар. Егер сіздер анау необитаемый островта адам жоқ жерде болатын болсаңыздар, сіз бұл жерде бизнес ашпайсыз. Сіз жалғыз өзіңіз ғана болып, ана, помните, Робинзон Крузо деген бар ғой, ана өзінің жаңағы құсымен болатын пятница деген. Сол сияқты ол жерде не бизнес ашасыз, өзіңіз бизнес ашпайсыз ғой, адам болмаса. Сондықтан да любой бизнес ол ақша.
Ол келу үшін біз не істеуіміз керек? Адаммен жұмыс жасаймыз. Обязательно, достар. Из-за этого мен адаммен жұмыс жасамаймын, мен адамды шақырмаймын, мен жаңағы адамдарды шақырғым келмейді деген емес. Сіздер любой адамды мен байқаймын, адам шақырмаймын деген адам бар ғой. Қазір барып жатыр, ана жерде $3 ғана бір компания ашылды дейді, мына жерде $100 компания, ана жерде $1000, $10,000 деп талай адамдар маған ана бизнестарын жіберіп жатыр да, мен қарап отырмын. Именно ол адамдар кімдер? Адам шақырмаймын деген адамдар. И мен оларға жазамын ғой, сіз маған кезінде адам шақырмаймын, мен адамды шақырмай ақша алғым келеді деп едіңіз, неге сіз маған сол ана бизнесті жіберіп отырсыз деймін ғой. Сөйтсем олар айтады, ну енді бізде пассивный табыс деп жатыр мына жақта, но мен сізді шақырып, мысалы адамдарды шақыратын болсам дейді, маған көп түседі. Мен айтамын, слушайте, сіздер по-любому ақша шақырасыздар. Ол хайп болсын, ол пирамида болсын, бәрібір шақырасыздар. Сіздерді басыңыздан сипап отырғызып шақыртады, немесе сіздерге жаңағы өтірік қызықтырып отырып шақыртады, ақшаны көп берем деп шақыртады. По-любому сіздер бір жерге барып адам шақырасыздар. Сондықтан да мен адам шақырмаймын, сондай адам шақырмайтын жерде отырам деген $7 миллион жоқ па, значит өтірік ол. Ол самообман. Из-за этого адаммен жұмыс жасаймыз любой бизнеста. Магазин аштыңыз ба, ол жерге клиент керек, ол клиентіңіз сіздің адам. Торговый центр жаңағы любой жерде адам, былай қарасаңыз да. Акция сатылып жатыр ма? Компанияның Apple'дің акциясы, оны алып жатқан, сатып жатқан адам, достар. Адам болмаса, любой жерде бизнес болмайды. Осыны бірінші ұғып алуымыз керек. Екіншіден ұғынатын дүние, достар, хайп болсын, пирамида болсын, фиксированный пайыз болсын, олар да сізді өтірік алдап адамды шақыртады. Басында басыңыздан сипап, ақшаларыңызды ақырындап беріп, тиындарын беріп отырып, әдейі бүйтіп адам шақыртады. Адам шақырмасаңыз, алып сіздің шығарған ақшаңызды қайтадан салғызады, қызықтырып отыр. Олар адамның психологиясын өте жақсы біледі, достар. Талай адамдар сөйтіп күйіп жатыр. Барады да, ана жерден мысалы бір $10,000 шығарды ма, бір хайптан, ана жерге барады да, айтады, мен мына жерге квартирамды анау залогқа қояйын да, сол квартирам ақшасын салып жіберейінші, мына жерде мен қазір тез-ақ шығарып аламын ғой дейді. Ол да квартирасының ақшасын салды, жоқ қой анау. Шығарған үстіндегі ақшасымен қосып салып жүреді. Сондай система, достар, ол психология, ол жерде адамдар манипуляция жасайды жаңағыдай хайптарда. Из-за этого адам шақырмаймын, мен адам шақырмай жұмыс жасаймын деп айту, ол өтірік, самообман. Из-за этого адамды шақыруға дайын болуымыз керек. Бірақ адамды шақырған кезде біз бірінші ойлануымыз керек. Қай жерге мен адам шақырсам, маған выгодно. Адам шақырған қай кезде выгодно болады? Долгосрочно болса выгодно болады, достар. Долгосрочно бизнеске шақырсаңыз. Гарантированно істеген еңбегіңізге ақыңызды алып отыратын болса, это тоже сіздерге выгодно, достар. Ликвидно сіздің шақырып жатқан адамдарыңыздан түсіп жатқан ақшаларыңыз шығып тұратын болса 24 сағат 7 күнде. Ол значит, не? Ол значит сіздерге ликвидності береді деген сөз. Бұл бізде барлығы қамтамасыз етілген. Из-за этого мен айтам ғой, мен Матик баскетте никогда тоқтамаймын, всегда жұмыс жасаймын деп айтатыным, ол менің шешімім, менің таңдаған таңдауым. Себебі мен бұл жерден бүкіл системаны уже шынын айтсам, Матик баскет деген өзім алгоритмге ғашық болып қойған, потому что мен көріп отырмын, Алла тағала кәдімгідей ойлағаннан да керемет қылып системаны беріп қойған. Мен басында ойлағам, хотя бы мен мысалы бүйтіп отырып ойландым. Мен жұмыс жасасам, хотя бы сондай бір площадка болса, халыққа просто білім беретін. Мен ойлағам жоқ, что менің жұмысымнан еще халыққа табыс түседі деп. Көрдіңіздер ма? Мына жерде мен жұмыс жасап жатсам, халыққа да табыс түсіп жатыр ғой, шашу болып кетіп жатыр мысалы. Сондай системаны беріп қойған, алгоритмді. Сондықтан да мен мына жерде вообще, мен айтамын, күннен күнге зерттеген сайын осыны прям ғашық болып отырамын Матик баскетке деп. Сондықтан да бұл жерде жұмысты мен шынымен де махаббатпен жұмыс жасаймын. Мен кәдімгідей мындай сезіммен, кәдімгідей жаңағыдай неменші, потому что тексеретін заттың бәрін тексеріп отырмын. Қарайтын, көретін заттың бәрі көрініп тұр, прозрачно. Любой жүйені, любой минут сайын, секунд сайын келіп жатқан, кетіп жатқан ақшаның барлығын көріп отырмын, бухгалтериясының бәрін көріп отырып. Это что означает? Это означает, достар, біздің жұмыс жасап жатқан системамыз бұл не? Бұл, достар, франшиза. Из-за этого мен айтам ғой, бұл, достар, франшиза. Осыны естеріңізде сақтаңыздар. Потому что франшиза дегеніміз не? Ол дайын система, бизнестің дайын системасы. Сондықтан да Матик баскет бұл франшиза. Осы франшиза тем более долгосрочный. Ол франшиза үшін бізге мынандай аренда алып,
офис жалдап, менеджер жалдап, тағы бірдеме қылып, оған әуре болудың қажеті жоқ. Басында біз өзімізге өзіміз жұмыс бастаймыз. Кейін мен сияқты өздеріңізге помощниктерді алсаңыздар болады. Мен мысалы қазір кейбір өзімнің қыздарымыз бар, соларға кейде ақшасын төлеп қойып, кейбіреулері маған мынау жұмыстармен көмектеседі. Кейде попросить етемін, мысалы даже андай PDF файлдар жасайтын адамдар болса, олардан сатылап жатамын мысалы да. Сондай бір кейбір тапсырмаларымды орындауға кейде менеджерлер мысалы, мен айтамын ғой, кейін болашақта 1000 кабинет алып аламын да, даже ақшамды шығарып отыратын адамдарды нанимать етемін деп күлемін ғой, мысалы. Тура сол сияқты бұл система менің франшизам. Бүкіл келіп жатқан ақша, расходы, қанша ақша қайда кетіп отыр, барлығын көріп отырған, бұл мен өзім бухгалтериясын бәрін бақылап отыратын өзімнің системам болып тұр да, қазір қарасаңыздар. Сонда Иршатхан не жасап беріп отыр? Алла тағаланың құдіретімен, сол Иршатханның себепкерлігімен осындай франшиза дүниеге келіп отыр. Әрбір адам өзі басқарады бұл жерде, өзінің кабинетін, өзі дамытуға. Қалай дамытам дейді? Өзінің қолында. Даже барып жамандап тоқтатам дейма, өзінің қолында. При этом ол бизнес ешқайда кетпейді. Бұл блокчейнде болғандықтан орындарыңыз ешқайда кетпейді. Соны айтамын ғой, анау кейбір адамдар барып, ой, матик баскет что-то қиын екен, анау екен деп біреулерге барып айтады екен, жазады екен даже. Мен айтамын ғой, ол адамдар өздерінің ішіп отырған суына, құдығына түкіріп жүр. Ертең оған кеп тұрған адамдар мысалы, оған мысалы даже 30 адамның ішінде жұмыс жасайын деп тұрған адамдар оны естіді, тоқтап қалды. Сонда қарасаңыздар, адам баласының миының жұмысы. Егер адамда негативке толы ми болатын болса, ол адам никогда ақшаны келтіре алмайды өзіне. Егер адам жаңағындай ниеті дұрыс емес болатын болса, ол адам никогда ақшаны келтіре алмайды. Ризығы всегда қысылып жүреді. Ол адамның миы тар деген сөз. Ми тарлығы деген ол не, достар? Мидың тарлығы дегеніміз жаңағындай негативке берілу. Негативке берілу дегеніміз барып жамандау, немесе жаңағындай ақша жоқ деп ойлап, сол жаман ойын басқа жаққа таратып, жаңағы улы әсерді сондай қылып жүру, ол дегеніміз жаңағы өзінің убеждениесін, өзінің дұрыс емес екенін түсінбей, басқа адамға барып сол дұрыс емес затты айтып, жаңағы еще ол жерге барып, оның да басқа біреуді улауы тарылтады. Ол адам баласының миы тар болса, Алла тағала да оның ризығын тарылтады. Это автоматом жұмыс жасайды. Мына әлемнің барлығы баланста ғой. Из-за этого мен всегда айтамын. Мына біздегі бизнестер, достар. Мына айфонды жаңағына айтып бастап едім, оказывается, өшіп қапты ғой. Айфонды қарасаңыздар, достар, сол 4x күйінде бізге гүл сияқты қылып, әр жылы әртүрлі беріп жатқан жоқ қой. 4x кірпіш күйінде, при этом да, мынандай экраны мынандай камерасы сол, былай ештеңе өзгеріп жатқан жоқ. Даже айтады, 14 Pro Max лучше, чем 16-15-ке қарағанда дейді. Но при этом 16-15-ті шығарып жатыршы айфонның. Но при этом оны солай сатып жатыр. Айфонның акциялары жүріп жатыр, ана жақта қарасаңыздар, Apple компаниясының да. Сонда қараңыздаршы. Айфонды шығарған адамдар, сол компания, бір телефонды қайта шығарып ақша жасап жатыр. Ойлаңыздар енді. Не себептен олар машина шығарып, пылесос шығарып, немесе жаңағы басқа бірдеме шығарып кетпейді? Себебі оларға iPhone, осы техника, iPhone, компьютері бар, жаңа телевизор ма, жаңа экрандары бар, солар ақша кеп тұр. Болды, бір точканы қайта ұрып жатыр. Полностью пока ақша келе бергенше. Вот когда ешкімге iPhone керек емес болып қалады, сол кезде олар тоқтайды. Көрдіңіздер ме, достар? Из-за этого анда-мында секіргенді қойып, наоборот, осы бір точка, мен мысалы айтып жатырмын, матик баскетте мысалы күніне $1000 алуға болады. Зачем анда-мында секіріп, уақытты тратить етіп, энергияны тратить ету деген мысалы, да? Вот. Мен естіліп тұрмын ғой, да, достар? Көрініп тұр ма? Естіліп жатыр. Аха. Экранды ашып қойдым ғой, аха. А то тағы да шығып кетпен деген ғой. Сонда қараңыздар. Осы үлкен-үлкен гиганттардан сіздер бизнес жасауға өздеріңізге мысал ретінде бір пример алуға болады, үлгі алуға болады. Айфонды шығарып жатқан адамдар айфондың формасын 3 бұрыш қылып, немесе басқа бірдеме шығарып кетіп жатқан жоқ. Шығаратыны осы бір ғана дүние. Соны қайта сатып жатыр, соның арқасында байып жатыр. Көрдіңіздер ма? Тура сол сияқты. Ана бизнеске барып, мына бизнеске барып секірудің қажеті жоқ. Сіздерге долгосрочно, кәдімгідей Алла тағаланың құдіретімен осындай система келді ма? Ортаңда беретін,
командаға да спокойно, командаға да көмегіңіз да кетеді, поддержкаңыз да кетеді, өзіңізге де білім алып жатып, автоматын басқаларға қалай білім бергеніңізді байқамай қалатын осындай бір керемет адамды өркендетіп өсіретін дүние осы матик баскет достар. Сондықтан да осы жерде бас қосып білім алған өте керемет. Түсінікті ғой? Бизнестен, мысалы, мына матик баскет бірінші тәуліктен байқап жатсыздар. 31 адамнан сразу ақша келді ма? Все, мен басында бастаған кезде сол кезде 158-ші болып тіркелдім. 4 күн ба күтті, маған бір 10 шақты адам ба, 15 шақты адам түсті, ақшам түсті. И сразу бүйтіп қарадым да, ой, не деген керемет. Мысалы, мен бірінші күні, бірінші тәулікте, по-моему, қанша адам түсті? Бір 5 адамдай түсті, сол кезде қарадым. 2 матик па сол кезде шықты. 2 токен. Соны шығардым да, сразу айттым, мен все, мен жерден жұмыс жасаймын. Еще спонсорыма айтам ғой, мен осы жерден жұмыс жасаймын десе, ол маған байқаған жоқ, даже менің не айтқанымды түсінген жоқ. Кейін айтады ғой, я вообще даже внимания не обратил. Мен сен дейді, ойлағам жоқ, что сен мына жерде осылай қылып жұмыс жасайды деп дейді. Почему? Потому что оның өзі жаңағыда сетевой секіріп жүретін адамда анда-мында хайповать еді. Менің жұмыс жасағаныма әлі жаңағы шошиды ғой менен, шынымды айтқанда. Потому что ол никогда ойламаған. Потому что менің подходым бизнеске басқаша. Мен бизнесте тәжірибем бар. Ана-мына секіргенді ұнатпаймын. Анда-мында ақшаны жоғалтып казино ойнағанды ұнатпаймын. Өзімнің мақсатым, мысалы, четкий бар. Менің ниетім, мысалы, өзімде ақша тапсам, басқаға да көмектессем, бауырларыма да көмектессем, туған туысқаныма көмектессем, мысалы да, и халыққа көмектессем, вот халыққа бір еңбегім сіңсе, баяғыда кезінде ана Ахмет Байтұрсынов, Сәкен Сейфуллин деп сол ағаталарымызды оқып, прямо тәнті болатын. Не деген керемет аталар болған. Неліктен соларды атып тастады деп ойлайтынмын да, прямо сондай бір мүмкіндік болса ғой деп жүретінмін, мысалы. Мінекей, Алла Тағала берді сол мүмкіндікті, достар. Из-за этого осы бизнесті прямо түбін түсіріп отырып жасайтын болсаңыздар, күніне осы, не знаю, $1000 шықпасаңыздар, енді ол ұят нәрсе болады. Шығу $1000, күніне $1000 алып отыру спокойно может. Каждый серіктес. И при этом сіздердің табыстарыңыз 90% товарообороттан шығады ғой. Бірде-бір системада ондай мүмкіндік жоқ. Бірде-бір системада. Сосын біздің мына математиканы айтып өтейін, тағы да бір момент, достар. Мына жерден түсіндіретін 100% ақша халыққа бөлініп кетеді, ол бір. Компания қайдан ақша табады? Компанияда транзакцияға 6% деп тұр ғой, достар. Сол компанияның табысы. Осы табыс и компания тоже партнер сияқты. Плюс өзі де партнер компанияның. Бірінші партнер болып тұр ғой. Все, осы табысы алады. Олар да біз сияқты 90% шығарады, достар. Біз сияқты товарообороттан 90% шығарады. Тоже пакеттері көтеріліп, кәдімгідей. Тура біз сияқты компания, достар, не істейді? Бізге перелив береді. Сонымен қатар. Ойлаңыздаршы. Тура өзіміз сияқты партнер ғой. Компанияның основателі, да? Перелив береді. Сонымен қатар бізге 30 адамды бере ма? Тоже береді, потому что ол кісілерге компанияға тоже адамдар тіркеліп жатыр ғой. 30 адам беріліп отырады бізге тоже, да? Тоже өзіміз сияқты. Что у нас еще? Ну, 2,5% спонсорский так и так тоже берет, ол тоже, да, біздің спонсор ретінде 2,5% тоже келіп жатады, ол компанияның астында тұрған нелерге. Так, что еще там у нас, в принципе? Вроде бы все на жол. Руслан Мырза, осылар ғой да айтқанымыз, тағы не айту керек еді? Осы математикасын айтып өтсеңіз деп сұрап едіңіз ғой. Руслан Мырза осында ма екен? Сол ғой, сол. Основном сол ғой. Иә, осы ғой, в принципе. Комиссиясы бар, курс бар, матик өсіп кетсе деген сияқты. Иә, курс, достар, қараңыздар, матиктің жаңа полды алған кезде курс әртүрлі болып өсіп отырады. Криптовалютаның, любой криптовалютаны қарайтын болсаңыздар, мысалы, да, любой криптовалюта всегда волатильна, мысалы. Любой, мысалы, мына біздің пол болсын, ол только мына USDT ғана ол стейблкоин деп аталады. Стейблкоин дегеніміз ол қатып қалған бағасы бар да, ол $1 ма, 1 USDT, солай болып тұрады. Мысалы, так, біздің немізді қазір ашайын. Мына жерде мінекей графикті қарайтын болсаңыздар, көрдіңіздер ма? Мінекей графиктар. Бетіп қарайтын болсақ, мінекей қаншама бетіп өсіп тұр, әр түрлі болып, неше түрлі болып тұрады мына жерде. Бағалар деген өсіп, мініп, мына жерде мынандай болып кетті, өшесі көрейінші. Так, да, өзгертедім, мына жерде жоқ, давайте мына жерден көрейін мен қазір сіздерге. Мына жерді қарайтын болсақ, достар,
мінекей бағалар деген неше түрлі болып мінекей көрдіңіздер ма, өсіп түсіп тұрады осылай. Секунд сайын өсіп тұрады достар, мынаны даже 1 секундқа қоятын болсаңыздар мінекей. Бүйтіп қарайсыздар да мінекей. Секунд сайын даже көруге болады. Вот сондықтан да достар, бұл системада, бұл жерде прямо кәдімгідей көрсеңіздер, өзі өсіп, өзі кәдімгідей неше түрлі болып бүйтіп көрініп тұрады. Қарайтын болсаңыздар, әр түрлі болып өзі бағасы. Сондықтан да біз точно бағасын бүйтіп айта алмаймыз, біз примерно айтамыз достар. Сосын қараңыздар, сіздер если спонсор арқылы бүйтіп алып жататын болсаңыздар, ойбай мынау CoinMarket Cap мысалы спонсор арқылы алатын болсаңыз, естеріңізде болсын, по-любому комиссияларды біз точно прямо бердағыдай айта алмаймыз. Егер сіздер серіктес партнер болған соң, бізде мына сабақтарымыз бар. Кстати, мына жерден көрсетіп жіберейінші. Мынаның өзінде, мысалы, егер сіздер криптовалютаны өзім аламын, өзім жаңағы жасаймын дейтін болсаңыздар, бізде сабақтары тұр олардың. Мына жерде обучение по биржам деп көрдіңіздер ма, төмен жағында. Обучение по биржам деген сабақ тұр. Кіресіздер де сол сабақты қарап үйрене бересіздер. Қазақшасы да бар, орысшасы да бар. Мына жерде мінекей скрипты продажа по продажам тұр. Қандай не деп жауап беру керек деген сияқты. Сосын возражение, мысалы, адамдар анау сұрақ қояды. Пирамиданың айырмашылығын айтуды ұмытып кеттім ғой, достар. Пирамиданың айырмашылық жайында менде целый таблица бар. Біздің ана чаттарымызда бар еді, таблица. Сол чаттарымызда бар. Полностью. Сол лохотрон дегенді. Лохотрон деп айтылмайды, потому что бізде, во-первых, ол лохотрон болатындай, мына жерде блокчейн, мынаның барлығы ол лохотрон емес екенін көрсетіп тұр, однозначно. Просто лохотрон дейтін болса, просто мен кейде маған айтады, ол лохотрон десе, мен айтам айналайын. Сен бірінші лохотрон дегенді маған түсіндіріп берші, не ол лохотрон деген? Элементарно. Лохотрон деген, это значит, ол вообще өтірік деген дүние ғой. Блокчейн өтірік болуы мүмкін ба? Или пол деген токен өтірік па? Немесе смарт-контракт өтірік па? Смарт-контракттың адресі барлығы тұр. Из-за этого ол лохотрон дейтін адам вообще білімсіз адам. Чтобы ол лохотрон мен лохотрон еместі ажыратып білу үшін математикаға келіп білім алу керек. Сол кезде ол ажырататын болады, кішкене көзі ашылады. Егер чересчур ондай бітіп жабылып қалған адам болса, оны жүре берсін пока. Пока біраз жоғалтады, сосын барып келеді ондай адамдар. Сол көп адамдар бар ғой, 2 жылдан соң, осы 2 жылдан соң келіп жатқан адамдар бар, айтады, мен баяғыда талай естідім, соны вообще сенбей жүрдім да, сосын барып келдім деп айтып жатады. Ана жолы ана кәріс кісілер деген ойбай айтқан, қарасам ана кабинеттері деген тұр, анау жұмыс жасалынбаған, бірақ при этом тоже токендер түскен ғой. Соны қарап айтып жатыр. Біреулеріне 200-300 адам перелив кетіп қалған. Айтады, не істеп жүрміз деп ана бір-біріне айтады ғой, жаңа кісілер қанша ақшаны жоғалттық біз. Кейін бала шағасын, немересін бәрін қойып алды, оларды да ана мен айтып едім ғой, мен өзім племяшкаларымның барлығына қойып тастадым, зато олар ақша алып отыр десем, қызығып, все, мен барлығына қосамыз деп, прям максимально жұмыс жасап. И мен оларға тоже айттым. Каждый кабинетке 15 адамнан личник қоясыздар. Басында олар да айтты, бір кабинетке ғана 15 адам толтырып қойсақ болды ма дейді. Мен айтам, жоқ. Каждый кабинет, сіздің әрбір кабинетіңіз бір франшиза. Сіз если 5 кабинет алсаңыз, значит сізде 5 франшиза бар деген сөз. 10 кабинет алсаңыз, значит сізде 10 франшизаңыз бар. Значит сіз масштабно жұмыс жасауға мақсат етіп жатсыз. 15 кабинет алдыңыз ба, значит сізде 15 франшиза бар. И сол 15 франшизаны дамытуға өзіңіз максимально жұмыс жасайсыздар. Соның арқасында сіздердің ертең табыстарыңыз еселеніп шығып жатады ғой, мысалы. Вот из-за этого мен айтамын, әрбір кабинетке хотя бы бір 2-3 лидерден қосып қойсаңыз, болды, сіздің кабинеттеріңіз уже кәдімгідей шыға береді ғой, табыстар келе береді. Вот, сондықтан да, достар, спокойно, мына жерде бір кереметі, любой бизнес адаммен жасалынады, и при этом адамды шақырған кезде біз түсінуіміз керек, достар. Ол адамға, біз, мына жерде келген адамға, пайдамыз тию керек. Пайдамыз тию үшін, значит, ол адамға қолдан келгенше, өзіңіз білімді пока білмейсіз, мысалы, да, может быть, білімді бере алмайсыз. Сондықтан да ол адамдарға максимально біздің мына обучающий чаттарға қосып, спонсорларыңыздың чаттарына қосып, вебинарларға қатыстырып, сабақтарға қатыстырып, сол сіздің білім беруге атсалысқаныңыз, достар. Ақырындап сіз де білім беретін дәрежеге жетесіз. Ақырындап сіз де вебинар жүргізіп, сабақтарды өткізетін дәрежеге жетесіз ертең. Оның барлығы ақырындап келеді. Сразу емес қой. Сондықтан да сіз жаңадан сізде тіркеліп жатқан соң, сіздің бастапқы қадамдарыңыз, командаңызға білім беру неден басталады? Бастапқы қадамдарыңыз жаңағы өзіңіздің жаңағыдай сабақ беретін чаттарыңызға, вебинарларға шақыру, соларға мотивация беріп кішкене болса, давай сабаққа қатысайық, давай бірге көрейік деген сияқты, сөйтіп жаңағы шын көңілмен, махаббатпен айтылса, ол жүректен жүрекке жетеді, достар, ақпараттар. Из-за этого ешбір адам, не знаю, мен қайда барсам да, мен мысалы Қызылордаға бардым, 100% подключение, 100% ана жерде 30 адам келе ма,
кездесуге осыдан барлығы тіркеліп кетті ғой. Әрқайсысы еще 10 кабинет, 5 кабинеттен алып кетеді. Почему? Потому что бұл жерде мен четко көрсетіп отырмын. Міне математика, міне кабинет, міне мынандай деп. Мысалы, да? Вот сондықтан да 90% табысты мен өзім алып отырмын. Бірінші кабинетімде 90% табыс, кстати, онымды кеттім, оны көрсетіп жүрейін. Математика деген осы ғой, достар. Барлығы прозрачный, барлығы көрініп тұр. Сондықтан да максимально мына жерде енді так, мына жерде да бірінші аккаунтым. Кстати, достар, анау жаңадан қосылып жатқан адамдарға, если сейфпалмен қосып үйретсеңіздер, тоже жақсы, потому что сейфпал удобно. Нелерге. Мысалы, мен қазірдің өзінде VPN-сіз кіріп жатырмын, потому что ол бір рет мен кіріп қойдым ба, ол VPN-сіз кіре береді. Активация кезінде ғана VPN керек. Мінеки қазақша аударып қойдым. Жалпы қауымдастықтың саны дейді, мінеки кірген ақша, шыққан ақша барлығы да көрініп тұр. Мына жерде мінеки жалпы инвестиция дейді 5589. Бұл дегеніміз менің салған ақшам емес, менің салған ақшам 100 ғана. Үстіне авторинвест арқылы қосылып отыр. И осы маған мына жерде қарасаңыздар 90% табыста кеп тұр. Көрдіңіздер ғой? 90% мен шығарам. Мінеки 85 жиналды ма, значит мен 90% шығарам деген сөз. Қарасаңыздар. Если мына жерге мысалы менде миллион шыға ма? Мысалы да, мінеки 90% шығады, қаншама ақша мен еще көмекке жіберем халыққа. Бүкіл мына жердегі түсіп жатқан ақша бар ғой, кетіп жатқан авторинвестке кетіп жатыр, уже 5000-ді асып жатыр ғой. Бұл ақшаның барлығы халыққа бөлініп отыр ғой, жаңағы 30-60 не болып, 10 болып. Мен кімге бекітілдім, соларға кетіп жатыр. Мына түскен ақша, кабинетімде көтерілген ақша, бірде-бір тиыны компанияға немесе системада қалмайды. Бізде пул деген зат жоқ, анау бір жерге ақшаны жинайды ғой, пул деп, ондай жоқ. Смарт-контракт деп айтқанмен, смарт-контракттың ішінде пул жиналатын болса, бір жерге ақшаны жинайтын болса, бір кошелекке. Сосын жаңағыдай матрица болса, смарт-контракттың ішінде ол все тоқтайды деген сөз, достар. Из-за этого маңызды ең алдында бірінші орында тұрған математика. Бірінші математиканы санаймыз, сосын барып смарт-контракт екенін тексереміз. Осылай болу керек подход. Ойбай, смарт-контракт екен деп жүгіріп кете берген болмайды. Потому что ол смарт-контракттың ішінде жаман, дұрыс емес математикамен программа қондырылса, значит тоқтайды деген сөз. Ол да хайп. Смарт-контрактта да хайпты жіберуге болады программаны қосуға. Ол адамның әу баста басталғанына байланысты. Бастаған кезде қандай программа салынады, соған байланысты. Мінеки, жалпы шыққан ақша 21325 болып тұр. Жерде көрдіңіздер ма? Команда 33000. Бұның барлығының ішінде лично тіркелген реферал 21 ғана адам. 33000 адам, достар, қайдан келіп жатыр? Перелив қой жоғарыда менде. Тоже. Часто перелив, часто менің командам. Ну, енді көп бөлігі менің командам основном, да? Потому что мінеки, реферальный табыс көп емес, аз. Көрдіңіздер ма? Салған ақшадан біз көп табыс таппаймыз. Именно шығарылған ақшадан көп табыс табамыз. 20308. Көрдіңіздер ғой? Вот осылай. Сондықтан да мына жердегі математикада полностью, егер сіздер смарт-контрактты тексеретін болсаңыздар, мына жерге кіресіздер да, ақылды келісім шарт деп мысалы мен мына жерден қазір показать исходный текст деген бар. Бетем да, мысалы, и мына жерден смарт-контракт дегенді бүйтіп ашамын. Смарт-контракт дегеніміз не? Вот, смарт-контракттың ішінде мінеки компанияның смарт-контракты көрініп тұр, адрестің барлығы ішінде. И мына жерде полностью қаншама мінеки 4 минут, 54 минут көрдіңіздер ма? 1 сағат бұрын дейді мінеки қаншама транзакция кетіп жатыр, бәрі көрініп тұр. Қажет болса Excel документпен скачать етіп алсаңыздар болады. Спокойно. Мінеки берсе, қалай қанша не мінеки 000 деп тұрғанын барлығына компанияның смарт-контрактына ештеңе келген жоқ, ол бөлініп кетті деген сөз. Значит, вывод жасалынып жатыр. Сонда движениенің бәрі көрініп тұрады мына жерде. Түсінікті ғой? Өстіп жұмыс жасай береміз, достар. Так, қандай сұрақтар бар тағы да? Сұрақ болса сұрақтарыңызды қойыңыздар. Гүлжан ханым, 6% деп жазғаныңызды көрсетіп жіберсеңіз. 6% ба? Иә, 6%. Так, ол қайда еді? Мынау ғой? Иә, осы. Анау смарт-контракт дегеніміз не осы? Кім түсіндіріп жүресіз бе? Смарт-контракт деген ол ақылды келісім шарт деп аталады, ол блокчейнге бекітілген жүйе, өзгертілмейтін. Бағана басында айтып кеттім ғой. Соның арқасында біз полигонда смарт-контракт басталған, ол бір рет жасалынды ма, ол солай кете береді болды. Әу баста мысалы программа қалай жасалынды, математикасы қалай саналды, солай кете береді.
Ол өзгермейді. Кейін беріледі. Егоптан қандай артықшылығы бар сонда? Как егов Смарт контракт қараңыздар. Егов, сайт, любой жаңағы нелер, бұрынғы системаның көбісі барлығы практически централизованный. Орталықтан басқарылады. Бір адамға бағынады деген сөз. Ал смарт контракт дегеніміз, достар, смарт контракт дегеніміз ол адамға бағынбайды. Бағана басында айтып өткен, оны тағы да қайталап өтейін. Адамға бағынбайды. Блокчейнді қалай жасалынды, сол блокчейн жұмыс жасап тұр ма? Интернет бар ма? 1000 жыл жасай ма, значит 1000 жыл жұмыс жасап тұра береді. Адамға бағынбайды. Иршатханның өзі оны өшірем дей ме, өшіре алмайды. Мысалы, Еговта осы майда взлом болды ғой. Бүкіл біздің данныйымыз қазір мошенниктердің қолында, достар. Из-за этого смс анау келген кезде абайлаңыздар. Кодтарды ешкімге айтпаңыздар деп постоянно айтып жатырмыз. Қазір талай мошенничество шығып, кредиттер алынып жатыр да. Из-за этого абай болған дұрыс. Сондықтан да Еговтың өзі бүкіл Қазақстан бойынша президенттің, правительство, үкіметтің қолында тұрған Егов оны взлом жасады. Не себептен? Себебі оның кіретін жаңағы әубастағы защитасы мынандай бір жерден орталықтан, сол орталықты барды хакерлер барды бұзып жіберді. Себебі оны бұзу оңай. Смарт контракт, блокчейнде тұрған смарт контракты оны бұзу жаңағындай, оны хакерлермен атака жасау мүмкін емес. Мүмкін жасаған күннің өзінде де оны жаңағындай взлом жасап кіру мүмкін емес. Сонда оны даже взлом жасап кірген күннің өзінде біздегі математика настолько грамотно жасалынған, достар. Бізге түскен ақша не істейді? Полностью шашырап бөлініп кетеді ғой. Настолько безопасность. Бізде математиканың көлемінде, алгоритмнің деңгейінде бірінші безопасность беріп қойған ғой, Иршатхан, молодец вообще. Потому что 100% ақша келді ма, түсті ма, сразу смарт контрактқа түседі, секунда в секунду серіктестерге бөлінеді ғой. 30, 60, 10 боп, я. Хакерлер бұзса, мысалы, может быть, не знаю, компанияның бір жаңағы, бірдемен бір кошелекті бұзу дек, да? Ол оны табу үшін, извините меня, 30 адамның да 12 сөзін табу керек. Мысалы, мына жақтан 20 деңгейде тұрған адамдардың несін ақшаны просто, егер ақша ұрлағым келеді дейтін хакер болатын болса, біздің алгоритм оларға қызық емес. Потому что несі көп, таралып кететін андай нелер көп та слишком. Олар бұза алмайды просто. Нереально, невозможно. Блокчейнді так и так бұза алмайды. Бізге еще математикамыз солай тұр ғой. Бұзуға невыгодно вообще. Сайт емес, не емес, блокчейн әр адамның кошелегінде. Әр адамның кошелегінің өзінің 12 сөзі бар. Олар бір адамның өзінің 12 сөзін ешқандай еш жерде таба алмайды. Ол децентрализованно дегеніміз, біз бұл жерге кошелегі, жаңағы аты жөнімізді, удостоверение, телефонды енгізбейміз. Өзімізге наоборот 12 сөз ключ қылып береді. Сол 12 сөзді біз өзіміз мұқияттап блокнотқа жазып, соны өзіміз сақтауымыз қажетпіз. Түсінікті ғой, смарт контракт деген өзімізге ключ беріледі. Соның арқасында өзіміз басқаратын, өзіміздің бизнесімізді алып отырмыз, өзіміздің франшизамызды мына жерде. Тағы сұрақтар бар ма? Бір сұрақ қойын. Аха. Анау халық қойған сұрағы ғой. Иә. Мысалы, криптовалюта матикпен жұмыс жасаймыз, полмен. Иә. Криптовалюта түрі көп, биткоин, эфириум, неше түрі. Неге именно матик таңдаған дейді, неге биткоин несі жасамаған, одан неге криптовалюта маркетинг план болмау керек қой дейді, неге матикті таңдап, неге басқа криптовалюта таңдамаған дейді, мысалы биткоин неге таңдамаған деген, эфириум неге именно матик деген сияқты. Не үшін жасаған деген? Қараңыздар, біріншіден, биткоин, оның комиссиясы өте үлкен, халыққа невыгодно. Транзакциялары олардың долго келеді. Олар старый криптовалюталар ғой, из-за этого. Пол деген блокчейн, оның өзі мына криптовалютаның әлемінде эфириумның аналогы. Номер бірінші тұрған блокчейннің аналогы болып тұр. Сондықтан да бұл полды таңдаған. Біздің Иршатхан деген основателіміз да. Себебі кезінде қарасаңыздар, көптеген жаңағы любой криптовалютаны алып қарайтын болсаңыздар, әрбір криптовалютаның өзінің мына халыққа выгодны ма, выгодны емес па деген жағы бар. Не себептен Nike, Adidas, Amazon осы Polygon деген экосистеманы таңдап отыр. Потому что ол именно массово жұмыс жасайтын жүйелерге осы именно Polygon блокчейні қолайлы. Транзакциясы өте тез, при этом эфириумның аналогы.
эфириумның всегда эфириуммен жабысып қалған ғой, бұл бірге жүреді. И сонымен қатар жаңағы несі комиссиясы аз. Криптовалютаның әлемінде именно осы полигон децентрализованный доллардың рөлін атқарады на самом деле, достар. Из-за этого ана экосистемасына Амазонда, Кока-кола, олардың да мысалы бір коланың бағасы қарапайым халық алады ғой, ол мынандай люкс заттар емес қой, былай қарасаңыз да. Амазонның өзі де мысалы да товарлардың барлығын қарапайым халық қолданады. Из-за этого олар полигонды таңдап отыр. Себебі именно полигон қарапайым халыққа қолайлы. Біздің системада қарапайым халыққа арналған, чисто мынандай көп ақшасы бар инвесторларға арналған система емес қой, бұл инвестиция жасайтын. Из-за этого бұл комиссиясына қарамайды, мысалы, бай адамдар, мысалы, миллионерлерге ол комиссия, кішкентай комиссия қарамайды ғой. Главное, олардың ақшасын өсірсе болды да. А бізде мынау именно халыққа арналған болған да, именно сол халықтың несіне сай, өзінің, мысалы, комиссиясы аз, транзакциясы тез, сонымен қатар мынандай доверенный, проверенный, именно эфириум блокчейннің аналогы ретінде осы полигон таңдап отыр. Басқа токендерді таңдайтын болса, мен де ойланар едім, потому что ойлаңыздар, енді неше түрлі токендер бар. Шындығына келген кезде әрбір токеннің өзінің бір историясы бар. Әрбір токендер, мысалы, кейбір токендер бар блокчейндарымен да, олар ертең болашақта 10 жылдықта, 20 жылдықта бола ма, болмай ма, бір Құдай біледі. Биткоин әрине болады, бірақ биткоин мен эфириумның бағалары өте қымбат, қарапайым халыққа жарамайды. BNB, TON деген криптовалюталардың барлығы олар централизованный. Біздегі мақсат децентрализованный жүйені дамыту. Децентрализованный арқылы халық өзінің франшизасын өзі басқара алады. Егер BNB анау-мынаумен болатын болса, онда биржаға байланысты болып қалады. Ал жоғарғы жақындағы 10 жылдықта, 100 жылдықта ол Телеграммен не болатын бір Құдай біледі, биржамен не болатын бір Құдай біледі. Из-за этого оны ондай централизованный дүниелерді сол үшін таңдамаған Ершатхан. Өте орынды таңдаған, менің өзіме ұнайтыны осы бірінші блокчейн эфириум номер бірінші әлемде, бірінші орында тұрған. Криптовалюта емес, именно блокчейн. Бірінші орында эфириум тұр. Сол эфириумның аналогы полигон. Из-за этого для меня полигон қарапайым халық үшін номер 1, достар. Сондықтан да мен өзім өте қуанам осы полды таңдағанымызға. Потому что полдың болашағы өте зор. Ол ақырында бақында даже көтеріліп те кетуі мүмкін бағасы. Бірақ біз бағаны көтерілгеннен емес, біз өзіміздің франшизамызды дамытқаннан ақшаны көп табамыз. Осыны ұмытпайық, достар. Волатильность криптовалюта өсіп жатыр ма, түсіп жатыр ма, ондай әсер етпейді бізге. Потому что, мысалы, ана жолы криптовалютаның құны осы біздің токеннің құны төмендеген кезде менің серіктестерім 100 полға кіретін серіктестерім $100 кіріп жатты ғой. Сразу 300 полға, 500 полға бірінші комиттерін активация жасап алды. Зато олардың шығаратын выводтары 70%. Көрдіңіздер ма? Потому что мен, мысалы, айтам, так и так $100 салайын деп отырдым ба, давай. Лучше саған мұнша қазір пол кеп тұр, сол полды алаяқта кабинеттерін жасап берем деп. Әрине оны қуанады ғой, кіретін адамдар, мысалы, жақсылап түсіндірсе. Солай ғып, мен серіктестерім 100-бен емес, даже 300-бен, 500-бен тіркелді. Зато сразу 500-ге шығып жатыр кабинеттер. 1000-ға шығып жатыр сразу, мысалы да. Даже 800-бен тіркелген серіктестер бар. Может быть, өздеріңіз новичоктардың ішінде болған шығар мүмкін. Сондықтан да пол деген токен, ол самый достойный токен, өте керемет. Қарапайым халыққа, қарапайым массовы қолданатын системаларға өте жақсы. Әлі талай жаңалықтар болады ғой, көресіздер ғой, в принципе. Мен просто қазір оны айтқым келіп отқан жоқ, потому что қажет емес қазір. Бастарыңыз онымен ауыртпай қойыңыздар. А так, самый достойный қарапайым халыққа қолданатын блокчейн ол полигон, достар. Так, сұрақтар тағы бар ма? Эфириумның аналогы, просто бір сөзбен айтқанда, эфириумның аналогы. Мен қойсам бола ма? Аха. Мен трансляцияны ашып көрсетіп нетейін. Экран көрініп тұр ғой, е? Көрініп тұр. Жағынан қазір. Адамның көріп тұр ғой, соны баса салыңыз.
Metamask'ın içinde. Оң жақта. Пароль деген оң жағда тұр ғой, соны кіріп қалсаңыз. Адамның түрі тұр ғой. Сол кезде Face ID. Парол жазып жүрмей-ақ қойын деген ғой. Жоқ, ана адамның түрін бассаңыз басылмай тұр ма? Face ID қалдырып қойған дұрыс. Или вкладканы жауып тастаңызшы, жоғарыға лақтырып жіберіңіз. Сосын қайтадан кіріңіз. Гүлжан ханым, енді мына жерден сұрайын деген. Так, мына бірінші аккаунтым. Біз жаңағы ақша вывод жасаған кезде 6% транзакциясына кетеді деп отырмыз ғой осы. Иә. Менің мына жерде 363-6 матик түскен, иә? Сол 6% транзакциясы общий мына суммадан 1363-тен ұстала ма, или мына 897, 70%-дық сол жерден ұстала ма? Мына жерге мың деп жазыңызшы. Ровно мың. Көрдіңіз ба? Так, 282 әрі менің пакетімнің өсуіне әрі қауымдастыққа бөлінеді. Осы жерден 282-ден менің спонсорыма 10% кетеді. Менің жаңағы 20 теңге кетсе. 4 орынға 2,5% осы 282-ден кете ма? Жоқ, 10% астындағы 658-ден түседі. 658-ден 4 орыныма 2,5% кетеді, иә? 10%. 6% сонда 6% общий суммадан. Егер общий суммадан болмаса, мына жерде 300-700 болатын еді ғой. Мен осыны нетіп қарайтын тұғында, осы 6% мен 70%-дан кете ма 6 транзакциясына деп ойлайтын тұғын. Жоқ, қараңыз нәрсе. 282 болып тұр ғой, 300 емес. Ол жерде 3%, астындағы неде 3% кетіп тұр. Общий суммадан кетіп тұр ғой. 6%, иә? Общий суммадан 6% кетті, и ол барақта бөлінеді. 30-да 70 болып. 282 полностью пакетке түседі. Астындағы сумма 10%-дан, жаңа 10%, 2,5%-дан кетеді, қалғаны кошелегімізге түседі. И мынау деңгейге кететіндері сол 290, 282-ден кетеді. Деңгейге кетеді, 30 адамға кетеді, е? 30 адамға деңгей бойынша 20 теңгеге 10% спонсорға. Полностью халыққа бөлініп кетеді ғой. Соғыс шашу дейміз. Заодно пакетімізді көтеріп жатыр. Екі функция атқарып тұр. Оны компания өзіне алса да болады еді, бірақ бізге беріп қойған, өте жақсы. Математика осылай барлығы көрініп тұр, 100% прозрачный.